ер адамдарға діннің тек қана 4 аяғы рұқсат деген жер қызықтырады. Қыз балаларға махр береді деген жер ұнайды да. Ал уже талап болатын болса, күйеуіңе Аллахтан өзге басқа біреуге табыну керек болса, күйеуге табыну керек деп айтқан дейтін болсаң, уже ауыр, нәпсіге ауыр. Еркек адам мынандай нәрсе міндет дейтін болсаң, уже ауыр да. Ұнайтын жерден алады да. Яһудилер сияқты. Яһудилер сияқты болу керек. Тау, тас, жер, су бәрі зікір етеді екен ғой. Құранда бар. Енді адам зікір етпесе, қоршаған ортамен, табиғатпен байланысу қиындайды екен ғой. Ана темаға кіре алмай қаласың ба ешқан кезде. Ол әйелдеріне қол көтерген емес дейді. Және де құлдарға қол көтерген емес дейді. Неге осы екеуін айтты десе, ер адамның шамасы жететін, ең көп шамасы жететін осы екеуі ғой. Әйелі шамасы жететіндер де бар. Енді білмеймін. Алла тағала бұл кітаптың өзін осыны түсіндіріп беретін тірі практик керек болды да. Практик. Яғни мынау теория деп қабылдайтын болсақ, соны практикалық тұрғыдан тірі кәдімгі адамды көрсету керек болды ғой. Енді бұның ішіндегі маған ең ауыр тигені ана Абу Заррдың оқиғасы деген бар ғой. 11 әйелдің әңгімесі. Соны аударатын кезде бар ғой. Терлеп кеттім кәдімгі. Біреуі шықса, біреуі шықпайды. Былай айтып, прямо айтып кетейін десең келмейді. Әйелдерге қатысты нәрсенің бәрі оңай емес қой. Қарилардың бәрі айтады, Ниса сүресі қиын дейді. Хүнде тілін сынып кетеді. Сол сияқты әйелдерге қатысты нәрсе бәрі оңай емес қой. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasul Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, біз кезекті подкастымыз жазу үстіндеміз. Бұл подкастты ерекше күттік. Енді менің қасында отырған бауырларымыз, Сырым бауырымыз, Шыңғыс бауырларымыз, бұл кісілердің уақыттарын реттеп, екі кісіні бір жерге ұштастыру қиынға түсті. Шәкеңде біраз жұмыстар болды, Шәкең де сапарға дайындалып отыр. Алла тағаланың қалауымен бүгінге түсіп отыр. Келгендеріңіз Алла разы болсын, уақыт бөліп. Енді бұл кісілермен подкаст түсіруге деген шақырту жасап, осы подкаст түсіру үшін мынандай ой болған негізінде. Мен қараймын да, қазақ діни алаңында осы пайғамбарымыз Аллаху ресмін насихаттауға жұмыс істеп жатқан, әсіресе Шамаил Мұхаммадия кітабына қызмет істеген жігіттер кім бар екен деп. Сөйтіп Шәкең көремін. Шәкеңнің өз қолында ұстап отыр, Мінсіз Мұхаммед кітабы. Алла тағаланың қалауымен 3-ші басылымы шығып жатыр. Сосын екінші Шыңғыс бауырымыз. Ол Шыңғыс бауырымызда пайғамбарымыз Аллаху алейхи уассаламның қадір қасиетін жинақтап, Алла елшісін көргім келеді деп кітап шығарған болатын. Шәкеңде екінші басылымы шыққан. Сонымен қатар біздің де кішігірім пайғамбарымыз Аллаху алейхи уассалам ерекшелігін баяндайтын Шамаил Мұхаммадия кітабына аз да болса қызмет істегенбіз. Бір ой болатын, осы үш Шамаилге қызмет істеген жігіттерді бір жаққа тоғыстырып, ұштастырып, бір кішігірім подкаст түсірсек, бір халқымызға осы кітап жайлы бір пайдалы нәрсемен бөліссек деген ой болған. Соны қош келдіңіздер. Енді бұл кісілерді жинақтау қиын болды негізінде, бірақ Алла тағаланың қалауымен альхамдулилля бүгін бас қосып отырмыз. Қош келдіңіздер. Шәке, енді сіз енді сол жағасыз, ұстазымызсыз, Нұр университетінің қызмет істеп жатсыз, Абу Ханифа ғылыми зерттеу орталығындасыз. Енді әдетте таныстыру ғой маңыздысы. Көбісі сізді енді Нұр ұстаз деп таниды. Ислам онлайн академиясын негізін қаладыңыз. Осы қазақ даласында алғашқылардың бірі деп ойлаймын. Діни ілімді онлайн әлемге енгізген бауырсыз. Енді өзіңізді халыққа қайтып таныстырғанды қалайсыз? Дәл қазір сіздің қызметіңіз қандай салада жұмыс істеп жатсыз? Соны бір таныстырып өтсеңіз өзіңізді. Рахмет. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Осылай қонақ қылып бірінші шақырғаныңызға рахмет. Бәке. Енді таныстырсақ, аты-жөнім Шәкизада Сырым Бауыржанұлы, Қызылорда облысының тумасымын. Нұр-Мараққа 2012 жылы келіп түстік. Сол жылдан бастап әлі күнге дейін сол жерде оқып жатырмыз бір жағынан, екінші жағынан жұмыс істеп жатырмыз. 10 жылдан астам уақыт болды. Бакалавриат, магистратура, докторантура сол жерде оқып жатырмыз. Қазіргі таңда сол университеттің жанында Абу Ханифа ғылыми зерттеу орталығы бар. Сол орталықта 2016 жылдан бері жұмыс жасаймын. Ғылыми қызметкер болып, сол жерде кітап аударамыз, кітап шығарамыз, конференциялар ұйымдастырамыз, жобамен айналысамыз. Негізгі мамандығым исламтанушы. Бакалавриатта, магистратура, докторантурада. Қып-қызыл исламтанушы дейді. Сондаймын. Исламтанушы мамандығым. Исламтанушы деген кезде ішіне кіріп кете береді ғой барлық. Ол медиа саласында жүру мүмкін, кітап саласында жүру мүмкін, бірақ енді көбінесе сол кітап саласындамыз қазір. Аударамыз, жазамыз, сызамыз, құрастырамыз, авторлық кітаптар бар.
оның ішінде классикалық еңбектер бар, ақида кітаптары. Одан бөлек енді көпшілік халық ой деп кейде жалпы халыққа да арнап жазып жатамыз, түсінсін деп. Осы бағытта жалпы жұмыс жасап жатырмыз. 10-нан астам еңбегіміз бар, ақида саласында, басқа да салалар бойынша. Аудармалар, жинақтар. Соңғы шыққан еңбек осы Шамаил Мұхаммадия еңбегі. Осы бағытта Алланың қалауымен, мейіріммен жұмыс жасап жатырмыз. Әдемі. Менің ең бірінші сіздің танысқан кітаптарыңыз не болатын? 23 жасар докторанттың онлайн және офлайн ойлар деген, ол кітап қалай шықты негізінде? Маған қызық болған. Тіпті кейбір статталарды алып, мен ойлаймын, 23 жастағы жігіт осында ой жаза ала ма деген сияқты сөздер бар еді сізде. Бірдеңе істеген сияқты көрінбе депші, істеді көрінбе деген сияқты ұйқасқа күш сөздер бар еді. Соны қайтып жаздыңыз? Ол енді өзіме ұнайтын жалпы. Ұнағаннан ғой. Ол 2018-де ма, 17-де ұмытып қалдым. Ең бірінші шыққан еңбек, дұрыс айтасыз. Ең бірінші шыққан еңбек. Ол жерде ең басында сол әлеуметтік желіде салып жүретінмін. Негізі бір ұстазға қызыққам, содан пайда болған. Бауыржан Али емес па? Жоқ, оқысыңыз. Қызығып, ол кісінің жаңа әлеуметтік желідегі сондай бір 3-4 сөз жазады, бірақ ана жерде кәдімгі бір мақаланың несі тұр да, мазмұны тұр да. 10 беттік мақаланың мазмұны тұр. Соған қызып өзім әлеуметтік желіде жазып сөйтіп жүрдік. Кейін соны неге шығармасқа деген ой болды. Жинақтап бірінші әлеуметтік желіге жариялап жүрдік. Содан кейін енді оны былай қағаз түрінде көп сөзден гөрі былай қолыңды былай көрсететін нең болсын дейді ғой, бір кішкентай болса да, бір 80-ақ бет, бірақ әйтеуір мінекей бір іс бітті деген жаңағыдай іштегі бір сеніммен болсын деп әйтеуір сол ең алғашқы еңбек солай шығардық. Ол енді әртүрлі енді кітап оқу арқылы жан-жақтағы енді ол жерде ешқандай бір тәжірибе жоқ қой. Негізі ондай жаста тәжірибеде қатты болмайды. Бірақ ең басты мәселе ол жаста емес, мәселе сол жан-жаққа, осы айнала қоғамға жалпы кітапты оқу арқылы ойлана келе жазған сондай бір қысқа нұсқа сөздер. Жақсы. Менде есіңізде ме, сіз 21 ғасыр хадистер ме еді кітап шығардыңыз ғой, сол жерде 21 хадис жинақтаған сол жақта. Біз ана Ақши ауылында, мен сол жақта қызмет істедім, мешітте ұстаз болып. Сол ой болатын, жамағатпен ай сайын бір кітап тауысып бітіріп, яғни сосын ара талқылау керек деп. Сөйтіп бірнеше кітап оқыдық. Сонымен біздің ауылдың жамағаты жақсы қабыл етті. Сосын барып сіздің кітап шыққан кезде маған қызық болды. Несі мұқабасы аппақ, қызыл сызықтармен жазылған бар еді. Сонысын оқып көрейік деп оқымыз. Бұны да біз кітапты оқыдық, 21 хадисті. Ауылдың жамағаты жақсы қабыл етті. Енді кітапта ұштасқан нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерін, кейбір мәселелерін заманауи тұрғыдан ашықтау мәселе бар. Әсіресе анау көп жамағатқа ұнаған мәселе, әлсіз мұсылманға қарағанда қуатты мұсылман қайырақ деген сөйтіп айтасыз ғой, жаңа қуаттың түрлері болады, эмоционалды қуат, физикалық қуат, осы нәрсе қозғаған кезде мынандай нәрсе бар ма деп жаңа ауылдың адамдары таңғалды да, шынымен де қуатты біз тек қана күштің қуатты жүріп соғылсын, мынандай нәрсе бар екен ғой деп өте тамаша кітап. Ол кітапты менде өзім кейде болады ғой, еңбектер көңіліне шығатын болады, кішкене жетіспей қалған жерлері болады, бірақ сол кітапты мен былай қазіргі жастарға, қазіргі қоғамға, жамағатқа былай еркін 100 емес 200% былай оқуға кеңес бере алатын кітап та, яғни кез келген түсініп кете алатын кітап, өйткені қарапайым сол көпшілік халыққа жазылған еңбек. Алла разы болсын. Сәкеннің бірнеше еңбектері бар, алла сәтін салса айтуымыз керек деп ойлаймын. Сәкен қарапайым танытады, айтпайды өзінің еңбектері жайлы, реті келсе қазір қозғап өткен маңызды деп ойлаймын, өйткені халық білсе. Мүмкін былай қоя салу керек шығар, Айдос. Бізде Нұрбарак университетінде Абу Ханифа ғылыми орталығы бар да. Сол жерде біз Шәкеңдер көп кітаптар аударады. Қазақ халқына өте маңызды, араб тіліне қазақ тіліне аударған өте көп еңбектер бар. Енді біздің оң жағымызда отырған Шыңғыс бауырымыз, Шәке, алла разы болсын, келгеніңізге, шырайлы Шымкенттен осы Алматыға келіп подкаст жазуға келіскеніңізге, өзіңіз жол жүріп баратсыз, сонда да тоқтап бір ойыңызбен бөлісемін келіп отқаныңызға алғысым шексіз. Шәке, сіз енді қазір Теміртау қаласында имамдық қызмет істеп жатсыз, Мен қазір еш жерде емеспін. Қызметтен шықтыңыз ба? Жолға шығамыз деп. Жолға шығайын. Өз жерін қысқаша таныстырып кетсеңіз, халық білсе. Біз сізді әлеуметтік желіде көреміз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтуға қатысты көптеген видеоларыңыз бар. Халық соны бізге бөлісіп жіберіп жатады. Осындай жігіт танисың ба деп.
біраз нелеріңізді көрдік, видеоларыңызды. Өзіңіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға қатысты кітап жазып шығардыңыз. Кітап шығаратын кезде өзіңізбен хабарласып, ойыңызбен бөліскен болатыныңыз. Енді өзіңіз таныстырсаңыз халыққа. Шыңғыс Оңғарұлы деген кім десе? Бисмилля, альхамдулилля, уассалату уассаламу саййидина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Жалпы Нұр-Мубарак университетінде оқыдық. Талғар подкурсы бар ғой. Сол жерде оқығанбыз Ғабит ұстаздың қолында. Кейін Нұр-Мубаракқа түстік Алланың қалауымен. Ол жерде бітіргеннен кейін Шымкент қаласында жұмыс жасадық. Қай мешітте едіңіз? Аңламас ата деген мешітте. Ол жерде жасап болғаннан кейін Теміртауға ұсыныс түсті. Сөйтіп содан кейін барып Теміртауға бардық. Ол жақта жасап жүріп, мынау Шамаил Мұхаммадия деген кітап бар осы, имам Термизидің. Сол кітапты Нұр-Мубаракта оқып жүретінбіз. Содан маған қызық болды. Ішіндегі бұндай аударған ол кезде бұл кітапты ешкім аудармаған еді. Мынау не деген керемет кітап, неге бұны ешкім аудармаған деп ішімде сондай бір ой келді. Бірақ енді біз жеткізе аламыз ба екен, жеткізе алмаймыз ба екен. Ол кезде сенімділік деген нәрсе өте аз болды ғой басында. Әлі өзің студентсің, мен істей алам деген нәрсе болмады да. Содан қызметке тағайындалдық. Жамағатқа сол кітаптан сабақ беріп жүрем. Содан кейін ой келді. Мен осыны жазып шықсам қалай болар екен деп. Содан кейін бастадық Алланың қалауымен. Кейіннен осы Сырым ұстаздың кітабы шықты. Одан кейін сіздің кітабыңыз шықты. Одан кейін өзіңізге шыққан едім ғой. Осы кітапты шығарып жатыр едік Алланың қалауымен деп. Енді бұл жердегі айырмашылық енді прямойынан аударған жоқпыз, бастан аяқ. Кітаптың былайша айтқанда бір хадис аламыз. Бір хадис мәтіннің. Одан кейін астына қалған қайталанбаған хадистерді жалпылай мағынасын, одан кейін Мулла Али Қари деген сияқты ұстаздардың, үлкен ғалымдардың шарықтарын, сол жайында қандай мәліметтер айтқан, соларды толықтырып, солайынан суретімен барынша келтіруге тырысқанбыз. Енді жалпы енді қазір осы августтың 6 күні таңда бұйырса Мысыр еліне жолға шығайын деп жатырмыз. Оқуға. Жалпы қысқаша осы. Машалла, Алла разы болсын. Енді өзіңіз бастап кеттіңіз ғой, біз әлі қазір подкаст барысында біраз сұрақ қоямыз. Енді өзіңіз бастап кеттіңіз. Ең бірінші бұл кітапты қай ұстазбен таныстыңыз, немесе қай ұстаз, немесе қай ілім жолына бауырыңыздан естідіңіз, және бұл кітапты ең бірінші қалай оқып бастадыңыз деген бе? Бұл кітапты ма? Шамаил Мұхаммад. Жалпы аударма емес, өзіңіз ең бірінші қалай таныстыңыз? Ең бірінші бізде Нұр-Мубаракта кітап сататын жігіттер бар ғой. Сол жігіттер Шамаил Мұхаммадия деген кітап бар екен деп айтты. Бұл не деп сұраған едім? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сипаттар жазылған бірінші курста ғой. Сөйтіп енді арабшамыз ол кезде жақсы емес. Бірақ енді түсінеміз, бірақ таза аудара алмаймыз. Содан кейін Ризабек ұстаздың сабағы болып жатқан естік осы кітаптан. Шамаил Мұхаммадия. Бисмилля деп сол кісімен бастап кеткенбіз. Сөйтіп бітіріп, одан кейін тағы Адхам Ал-Асими деген ұстаз бар ғой. Сол кісінің онлайн сабақтары бар екен. Бірақ оған кейінірек қатыстық. Уже кітапты жазамыз деген кезде енді шейхтардың, енді үлкен ғалымдардың сабақтарын тыңдау керек болды. Енді мүмкін қателесіп қалатын шығар, мүмкін мына жерін дұрыс түсінбейтін шығар. Енді бұның ішіндегі маған ең ауыр тигені Абу Зардың оқиғасы деген бар ғой. Омыр әйелдің әңгімесі. Соны аударатын кезде бар ғой. Терлеп кеттім кәдімгі. Біреуі шықса, біреуі шықпайды. Ананы бітіремін десең, мына жақтан тағы бір мағынасы. Былай айтып, прямо айтып кетейін десең келмейді. Маған өте қатты. Әйелдерге қатысты нәрсенің бәрі оңай емес қой. Қарилардың бәрі айтады, Ниса сүресі қиын дейді. Күнде тілін сынып кетеді. Сол сияқты әйелдерге қатысты нәрсе бәрі оңай емес қой. Значит, сізге ең бір себепкер болған Ризабек ұстазымыз, сол кісінің дәрісіне қатысыңыз. Есіңізде ме, бізде Нұр-Мубаракта оқып жүрген кезде Ризабек ұстаз келіп, ол кезде ол кісі көп сабақ берді. Таң намазынан кейін 2015 оның алдында ғой деймін. Мен есімде Ризабек ұстаз келді, ол кісі таң намаздан кейін фикр акбар, фикр абсат сабақ беріп жүрді. Хадис тапсырып. Сосын сіз де тапсырған біледім де, бізде тапсырды 40 хадис, есіңізде ме? 40 хадис. Сол кезде Ризабек ұстаз кім 40 хадис жаттап бітетін болса, онда мен Шамаил Мұхаммадиядан сабақ беремін дейтін да. Біздің миымызға құлақ
құйылып қалған ғой сөйтіп Шамәл мұхаммед сабақ береміз деп. Бірақ Риза ұстаз сол кезде 40 хадисті жалғастырды, бірақ Шамәл дәріс басталмады. Басталмады мен есімде жоқ бастаған. Иә, бірақ бізге Алла тағаланың қалауымен себепкер болған кім? Ахмад Раджаб деген ұстаз ғой, есіңізде ме? Иә, біз Ахмад Раджаб, Ахмад Амир деген ұстаздардың уақытысында жүрдік. Енді сол уақытта енді әркім өз уақытын мақтай береді, бірақ біз үшін берекелі уақыт сол уақыт болды. Сол ұстаздардан ең алғаш оқығанбыз Шамәл Мұхаммед деген. Сол кезде танысым, не деген керемет кітап қой деп. Сіз Сәке, ең бірінші қашан таныстыңыз? Негізі сол, сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, сол бакалавриат кезеңінде таныстық қой. Негізі кітабын сатып алдық, әйтеуір стипендиямыз 15 мың, бірақ әйтеуір 100 мың кітаптарын алып жүреміз ғой, жаңағы Фортубей, Табари оқымасақ та. Табари салат көргенмен. Иә, тұрады әйтеуір үйімізде. Сол қалай жетті деп қоямын ақшасы сол кезде. Сол кезден таныспыз негізі жалпылама. Сөремізде тұрды кітапта үйімізде, кітапханада. Бірақ жақын таныса келген уақыт ол сол негізі бұл кітап тапсырыспен шыққан деп айтайыншы. Мен өзінде ниетім болды, бірақ мынау адамда бір не болады екен да, ақидаға қатысты кітаптар бар, жарайды, ол жақ кішкене екі-үш кітап бар ғой дейсің. Мына салада бар, енді мынау әншілерде бар ғой, мынандай туған жерге қатысты мен ән жоқ екен деген сияқты. Репертуарда енді осы хадиске қатысты мен қарап тұрмын, бір ойым болатын ше, ниетім осы мәулітке бір арнайлы пайғамбар саламға қатысты бір кітап жазайыншы деген бір ой болып жүрген. Сөйтіп енді хадис шықты, 21 хадис оларға жарайды кетті. Енді тағы да бір мәулітке деп бір арнайлы бір кітап шығарсам ғой деген ой болып жүрген. Сөйтіп қызығы сол Ұлытау облысынан, сіздер жақтан, оның атын атап өтейінші. Тұрсын деген бауырымыз, ол жамағат кәдімгі мешітке келіп жүрген, кәдімгі ықыласты. Ұлытау облысы Сәтпаев қаласында сол жақтың тұрғыны мені іздеп жүрген. Ол жақта Еркебұлан деген ұстаз бар ма? Сәтпаевта. Сәтпаев мен білмеймін. Елдос болса сұрайтын едім. Сол мен 22-ші жылы тамыз бен қыркүйек айлары қателеспесем, сол кезде маған Инстаграм жекеге жазған, дайректке. Мен оқымағам, ол бір апта ма 2 апта сол қалған. Кейін ол ашып қарасам, ол маған неге жазған? WhatsAppқа шыққан. Сөйтіп неге жазып жүр десем, бұл мені іздеп Еркебұлан ұстаз сізді айтып еді. Осы Шамайл деген кітап бар еді, мен жинап қойған ақшам бар еді. Осыны шығарып жазу керек болып тұр дейді. Шығару керек дейді осы кітапты. Соған енді сіз аударып жүр екенсіз, сол сізді айтып еді, мынақта ұстаз, сонымен хабарласып көр деп айтты деді. Сол маған шығып тұр екен. Осындай ақшам бар. Осы шығаруға, аударуға, жалпы кітаптың жарық көргенде қанша кетеді деп менен сұрап тұрды. Енді айтып бердім, осындай аудару былай кетеді, ол редакторлық жұмыс бар, версткасы бар, дизайн бар, көп қой енді, айызбен аласың, сараптама бар. Ол көрінген оңай деп ойлауы мүмкін, бір кітап мінекей 164 бет оңай деп. Жоқ, оның қанша процесс бар. Соны бәрін түсіндіріп бердім енді. Шығатын ақшасы былай кетеді деп. Сонымен мен енді еңбектің бағаланғанын қалаймын, негізі бағасын айтамын. Бірақ негізі ондай бір тапсырысқа көп мен ала бермеймін. Бірақ енді айтады, осындай деп мен бағасын айтамын, осындай уақыт кетеді, мынандай бағасы осындай болады деп. Сөйтіп ол кісі айтты, енді осындай қаржым бар, жинап жүрген. Соны мен берсем, осыны жазып шықсаңыз деді. Сонымен жарайды дедім. Алдым, кітапты бастадым. Бастан аяқ ол жердегі ниетім енді өзгертпей қалай бар солай аударып шығу ниет болды да. Өйткені бәрібір ғалымның еңбегін қалай бар солай жеткізу, ол да бір мұраны келесі буынға жеткізу да. Аманат. Иә, аманат. Сөйтіп бастадық процесті ақырындап. Әйтеуір күнде жай үздіксіз, аз-аздан үздіксіз жазып отырдық, сыздық, жаңағыдай қиыншылықтар болды, артықшылықтар да бар, білген нәрселеріміз бар. Сөйтіп бір жылдың ішінде ма, бұл 23-ші жылдың қыркүйегінде шықты, қателеспесем, мәулітке таяу шықты. Соған үлгерейін деп дайындап бітірдік. Сөйтіп бұл негізгі менің ниетімнен бұрын сол бауырымыздың ықылас деп білемін бірінші орында. Бұл еңбектің жарыққа шығуына себеп болған. Өйткені өзі сондай көрініп тұр да, жазуынан, айтуынан сөйлестік біз талай. Шыққан кезде қуанып, оған мен өзім кітапты беріп жеріп, сөйтіп риза болып жүрді. Сол кісінің ықыласы деп білемін бірінші орында, енді Алланың қалауымен. Енді өзімнің де ішкі бір ниетім болған, сол ниетіме сәйкес мына жақтан бір адам ұштасып әкеліп сөйтіп шыққан болатын еңбек. Керемет. Асқар ұстаз бар ғой. Асқар Рахимхан осы жерде, тура осы жерде подкастағанбыз, түсіргенбіз, ол кісі тура осы жерде отырған. Сол кісі Рияду Солихин кітабы бар ғой. Аудармасы тура өйстіп айтып берді ғой.
дәл солай ма? тура сіз айтып қойғаныңыз тура сондай. Бірақ ол кісі көп қаштым деді да. Асқар, мен ондай жауапкершілік алғым келмей, жоқ мен жазбай ақ қояйын, бүйтейін сөйтейін деп қашан. Ана кісі қоймады дейді. Кім істейді? Сенер сенбес кім істейді деп айтты дейді. Сосын ары бері қашып соңында ана кісіні класс дейді да, жеңді. Мен кітапты аударуға беріп байладым дейді. Сіздің де оқығаныңыз тура сол ұстаздықтың екен да. Иә, мен сол жазып ұмытып кеттім. Сөйтіп неге қараймын ғой, ана жасырынып тұрады ғой кейде дайректтегі нелер. Көрмей қаласың да. Сөйтіп WhatsApp-ын тауып, WhatsApp-қа шығып та сөйтіп әйтеуір қарап тауып, Алла тағала жүздестірді ғой әйтеуір. Менде соңғы уақыттарда естігенмін, Мысырда оқып жүрген кезде кім Шейх Шағрауи рахималлаху тағала ғалым болған себепкер болған нәрсе мұқаддима дейді, кітаптан кіріспесі бар ғой. Соны оқып ғалым болған депші. Өйткені ана айтады ғой кейбір ғалымдар кіріспе ең соңғы жазылады депші. Ана кіріспеде кітаптың құндылығы бәрі тұрады депші. Ол дұрыс сөз керемет. Мен де сол жаңа сіздің кітаптың кіріспесін оқыдым, кім Шәкеңде сыйлаған кітабын, соның да кіріспесін оқыдым да. Көптеген ғалымдардың кіріспесін оқысаң сол жақта тұрады, мына кітапты мен осындайдан жазғам деп. Жаңа сізге айттық қой дәрістің басында. Мұхаммед Ғазали жаңа Фән зикр дуға ғиндал хатамул анбия кітабында мен қасиетті Мекке Мәдина қаласына барғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды қайттан бір жаңартқандай болдым да, сол үшін ол кісінің дұға ету нелерін жазайын дедім дейді кітабым ше. Немесе Шамал Мұхаммади кітабын жаңа Шарқауидің қарсы ол кісі айтады, мен сол қасиетті жерге барғаннан кейін адамдардың жаңа Шамал кітабын оқып беруді сұрады деп сол жерде оқыдым дейді. Оқу барысында мынау қазіргі санаттың көп адам қажеті жоқ қойып санат қысқартуды ойладым дейді. Көптен қайталанған соны өшіріп тастауды ойладым деп. Яғни ізгі ниеттен пайда болады екен да. Ізгі ниеттен шыққан дүниені бір Алла тағала қабыл еткен да. Бізге ең қарапайым кітаптардың бірі Тухфату Сания бар ғой, неде оқытатын ше, ең алғаш. Сол кезде Мұхиддин Абдул-Хамидтің кітабы енді. Сол кісі айтады ғой, шәкірттердің көбісі аламай айтқаннан кейін жеңілдету үшін жаңа жазып шықтым дейді. Бірақ ол кітапта енді кез келген не оқиды ғой жаңа. Шәкірт айтады, ықылас қандай мықты болатын болса, Алла тағала соны қабыл етеді депші. Рас, ол рас. Ниет екен, ізгі ниет, түзу ниет болса. Тұрсын бауырымызға Алла разы болсын, сізге қараңызшы, сіздің бір ықыласыңыз, сіздің бір пайғамбарға деген махаббатыңыздың салдарынан пайда болған дүние. Бірінші басылым 10 000 дана көрдім. Екінші басылым қанша болды? 8 000. 8 000. Үшінші басылым 5 000. 5 000. Сол кезде общий қосқанда 23 000 болды па? Тұрсын бауырымыз, сіз 23 000 кітаптың шығуына себепкер отыр негізінде. Бірінші алғыс сол кісіге айтар едім енді. Бірінші Алла, енді әрине Алланың қалауымен, сол кісінің ықыласымен деп айтар едім. Осындай деп. Енді бұл белгілі бір деңгейде енді уақытты да алады ғой шынымен, расымен. Уақыт алады, еңбек кетеді. Енді оның бір еңбектің сырттан біреу бағалап тұрса, материалдық тұрғыдан, ол да бір жақсы да, әйтеуір кішкене бір жігер береді. Енді оны әр жандағы ниетін айтатын болсам, оған да таңғалуларыңыз мүмкін, бірақ енді ол қажет па, қажет емес па білмеймін. Көрейік та, егер орынды деп айтсаңыз. Енді бұл мен сол 22-ші жылы үйленуге дайындалып жатқанмын негізі, отбасы шаңырақ көтерейін деп. Ол кезде білесіздер енді біздегі үйлену процесі деген кәдімгі үлкен бір не ғой, қаржылық, материалдық үлкен шығындар әкеледі. Мен өз басыма мынандай шарт қойғам, қарыз алмаймын, ешқандай біреуден кредит оның атымен мүлдем жоламаймын деген сондай бір ниет болды. Ешқандай қарызсыз, несіз, таза ниетпен мен өзім нем бар. Қарызсыз қазақ болып па? Иә, қарызсыз қазақ болып. Сөйтіп жасаймын деген ниет болған. Сол ниеттен туындап деп те ойлаймын бір жағынан, яғни түзу таза ниетпен, мына жақтан ана кісінің де ықыласымен сондай белгілі бір деңгейде Алла тағала ұштастырып отыр деп ойлаймын да енді. Түсінгенім ниет дұрыс болу керек екен. Өйткені енді кітаптың жазылуы тек ол бір бухгалтериялық, экономикалық бір жер қазу деген отыра салып істей салатын нәрсе емес қой. Бұл енді шығармашылық творчество. Бұл жерде жаңағыдай уайым болу керек, руханият болу керек. Ол кітаптың сатылуы тек қана ол маркетинг емес. Ол жерде сенде руханият болу керек ол кітапта. Ол сапасы іші ол маңызды емес. Ол жұмсақ болуы мүмкін. Кейбіреулер сұрайды да, неге қымбат дейді да мысалға. Бір 100 бет, мен айтамын, кітаптың бағасы бетпен өлшенбейді деймін да. Ол 50 бет болуы мүмкін, бағасы 5 000 болуы мүмкін мысалға. Бірақ оның ішіндегі берер руханияты бар да оның. Сол үшін оқырмандарға, халыққа түсіндіруіміз керек, ол бетпен өлшенбейді, сапамен өлшенбейді, ол ішіндегі мазмұнмен қаралады. Негізгі бірінші орында, сол нәрсені айтқым келіп отыр. Одан кейін тағы бір нәрсе айтып есімнен шығып кетті. Жаңа ненің үйленуге қатысты қандай әсер етті? Мен түсінгенімше жаңа сізге осы кітапқа жұмыс істеу барысында жаңа Тұрсын бауырымыздың берген қаражаты қаржылық тұрғыдан тойыңызды өтуге жәрдемдесті. Толыққанды емес, бірақ белгілі бір деңгейде бір қажетіңізді жапты да. Ықпал етті деп айта аламын. Енді бұл ойлаймын да, енді сіздің еңбек етіп жатырсыз ғой енді. Әйтеуір үйленетін кезде қарызсыз той істеуге ниет еттіңіз. Алла субхана тағала тағдырды реттеп қойған айтамын да. Тұрсын бауырымыз пайғамбардың махаббаты оятып қойды.
сіздің келіншегіңіз махаббат айтып қой бірінші ұштасты да ортада кітап дүниеге келді. Бұл да бір керемет жақсы нәрсе ғой негізінде. жаңа есіме түсіп отыр, кешіріңіз, жаңа жамағатта мындай бір түсінік бар. Тек көмектесу, мешіт салдыру, қайырымдылық жасау, сол жағын ғана көмектесу деп түсінеді халық. Сол жақ жақсы ғана деп ойлайды. Негізі біз осындай кітап шығару, кітап жаздыру деген нәрсеге де ол мешіт салдырудан кем емес. Ағартушылыққа қаржы құю бұл мешіт салдырудан артық болмаса кем емес. Өйткені мешітке баратын ол адам ғой. Адамның санасын әсер ететін ол кітап. Ол ғимарат тұрады, ол тұра береді, саласын. Бірақ оның ішінде кім барады? Сол баратын адамның санасын деңгейін көтеру ғой басты орында. Сол үшін де сондай бір сирек жаңа Тұрсын бауырым істеген адамдар бар екен. Кітапқа, ғылымға сондай шығаруына жаңағыдай қатты уайымдайтын кісілер. Айтқым келетіні осы бағытқа көңіл бөлу керек жалпы. Ағартушылыққа. Халықта сол нәрсеге көңіл бөлу керек та. Әдемі ғой. Мен де есімде Шамал Мұхаммед деп шығардық қой. Сол кезде біз муфтият баспамен шығарғанбыз. Сол кезде кім облыстың бас имамы Мадияр ағамыз ғой, қазір хабарласады да қанша дана басарамыз дейді. Енді біз 3000 дана ма деп ойлатқанбыз ғой. Бір кезде тұрдым да 5000 дана деп айттым да. Бізде ақша жоқ, бізде муфтиятқа қарыз басып жатырмыз. Соны тұрды да 5000 дана бастырайық та бастырдық, жібердік. Сонымен келді енді кітап. Алла тағаланың қалауымен адамдар жан-жағын сұратып алдыртып жатыр, енді кітап жіберіп жатыр. Сол кезде ана кімнің киносы шыққан еді білесіз бе? Міржақып дегенші. Оян қазақта. Сол кезде 10 дана бастыртады да сонымен ана жүріп не жинайды ғой жаңағы. Жылу жинайды ғой. Осы кітап шығады, көмек берді халықтаншы. Алаяқтарда болады, көрсетеді. Сол жерде жаңағындай кімнің өзінде айтамын да жаңағы кітап сұрап жаңағыданшы. Неге жібер деп, батысқа жібер, шығысқа жібер депші. Соны немен кетіп отыр ғой, пойызбенші. Сол айтамын өзім Міржақып ада сезініп кетті. Халықтың жаңағы кітапқа деген несі талаптары, спростың болғандығы, мынандай Шамал Мұхаммед кітабы шығып жатыр ғой енді. Енді осы жерде де отырық қой үшеуміз. Кейбір ойлайды да, конкуренция көреді да енді. Мысалы Шәкең шығарды, Шәкеңмен 23 дана шығып жатыр. Кімді Шыңғыста шығарып жатыр. Енді әркім өзін алып жатыр ғой деймін да. Яғни не жоқ қой, бұл жерде бақталасы жоқ қой. Шамалдың өзінің кітап жазған 70-ге жоқ несі бар деп. Шархы. Жазған әркім өзінің жаңағы Шамал Мұхаммеден әртүрлі ашып жатыр, қырларын ашып жатыр. Сол себепті жаңағы кітап жазып, оны көбейту тұрған ешқандай ағаттық жоқ та. Қуантып отырғаны кеше сөзіңіз аузыңызда бір тақырыпта 3 адамның қалам тербеп, соның бір жерде жинап отқанын мен қуантып отыр қазір. Мен ғой солға тырысқан. Тырыстым ба дейші. Сіздің ықыласыңызға, осы жаңа еңбегіңіз Алла разы болсын. Бұл көрген емеспін, шын айтамын. Бір тақырыпта, бір кітапты 3 адам жазып, оны бір жерде талқылап отқаны, ол бір келесі бір деңгейге көтерілу сияқты менің ойымша. Өйткені мысалға бір тақырып жазып жатса, ойлайды бір қызғана ма, әлде пәленше ол несі бар деймін да, бір кітап шыға береді деймін да, әртүрлі формат. Мысалға қарапайым Түркияны қарасаңыз, бір кітаптың 15-20 данасы бар ғой, 20 нұсқасы бар яғни. Әртүрлі форматта ол. Бізде сол әлі сол түсінік таяздау сол жағынан. Осы бастамасы деп ойлаймын, енді ол бір ешқандай не емес. Біз бақталасы жоқ қой бізде. Қуантып отыр негізі. Пайғамбар қызметте бақыт қой. Мақсатымыз, міндетіміз бар ғой. Міндетіміз бар. Шыңғыс, сіздің кітабыңыздың тарихын айтып беріңізші. Қысқаша тарихы сол. Жаңағы айтқанымыздай. Жалпы негізі ниет екен ғой барлық нәрсені шешетін. Ниетке. Жаңа сіздердің әңгімелеріңізді тыңдап отырып кәдімгідей барлық нәрсе ниеттен келіп шығады екен ғой. Өзі айтады ғой. Аллах тағала өзі іске бермеген сауапты ниетке береді дейді ғой. Себебі ғалымдар түсінеді, оның ниетте рия болмайды дейді да. Сен бір нәрсені ниет етесің, ол нәрседе рия жоқ қой. Мен осы нәрсені ниет етіп қойдым деп рия жасай алмайсың ғой. Сол сияқты Құдай тағаланың қабыл еткендігі ғана шығады екен да. Аллах тағала егер қабыл еткен болса, басында айтыр ойлағанбыз. Негізі мен өзім бірақ ойлаған басында, бұны шығара аламын ба екен, шығара алмайым ба екен, және одан кейін жазып болғаннан кейін қаражат жете ме екен, жетпей ме екен. Өзіміз былайша айтқанда пәтер ақымыз зорға төлеп жүргенде кітап қаяқтан шығарамыз деген сияқты бір ой келді да. Бірақ Құдайдан әрдайым сұрайтын тұғым. Аллах тағала, егер мына кітапты қабыл еткен болсаң, Аллахым өзің шығарылуына жәрдемдесші деп әрдайым сұрай бердім. Содан Құдай тағала өзі адамдарды былайша айтқанда жіберді да. Бір ағаларымыз бар, бір әпкелеріміз бар, бізден қандай көмек керек деген сияқты шығып жатты, және біз де шығып жаттық әңгіме
сөйлесіп жатқан кезде осында кітап шығарайын деп жатыр едік, қалай болып жатыр, бізден не көмек керек деген сияқты. Осы осындай деген біз енді айтамыз, осы қаражат осыған керек болып жатыр деген кезде қиналмай өзінің қолынан келгенше жәрдем берді. жәрдем беріп, Машалла. былайша айтқанда шығуына үлкен септігін тигізген еді. Алла разы болсын. Иә. Мына Шәкең кітап жазып болып маған кім бірінші Жанболат ағаға хабарласқан болатын. Есіңізде ғой? Иә. Жанболат ағамыз қазір Теміртау неде, Қарағанды Мәшәли мешітінде істейді ол кісі. Жоқ. Ол Жақпақбай деген мешіт. Қарағанды Теміртаудың өзінде. Теміртаудың өзінде Жанболат дейтін ағамыз бар. Нұрман бірге оқыған. Сол кісі хабарласқан. Осындай Шыңғыс дейтін бауырымыз кітап жазып жатыр деп. Соның шығуына алты салшы жер деп. Андай түсініп қалып қалған екен Шәкеш. Мен де дұрыс емес деп ойлаймын оны. Шамал Мұхаммедия кітабының қысымы естіген соң елдің бәрі как будто Шамалден сабақ берейін десе, немесе жазайын десе, патент менің қолымда сияқты ше. Маған хабарласады, сіз айтқан жоқ, басқалар да мен осыдан сабақ берсем рұқсат па дейді. Мен оның рұқсатын алып отқан сияқты ше. Тек қана Қазақстанда содан сабақ беретін насихатын мен сияқты. Жоқ айтты, бере бер, ешқандай проблема жоқ. Кім бергісі келсе бере берсін, жүре берсін. Ол Шамал Мұхаммед біз емес қой, біздің кезіміздің алдында Ризабек ұстазының орталық мешіт сабақ берген. Әзірет Сұлтан мешітінде Мақсат ұстазымыздың енді көп қой, көп жігіттер қызмет Шамалға. Неге бізден сұрап отырсыз, бере бердің, ешқандай проблема жоқ деп. Кім Шәкең хабарласты. Сосын біз баспамен таныстырып жібердік, иә. Сонымен Алла тағаланың қалауымен осы кітаптың шығуына себепкер болған Гүлдана дейтін әпкеміз бар. Ол кісіге алла разы болсын, осы атсалысып кітаптың шығуына үлес қосқан кісілердің бірі. Алла разы болсын баршалықтарыңызға. Осындай еңбектер бірден бір шығып жатыр. Бірақ әрқайсысының ерекшелігі бар негізінде. Сырым ұстаз жазған кітабында көптеген хадис қамтылған негізінде. Ең көп хадис қамтылған. Бірақ Шәкеңдіңде ерекшелігі суреттер қосқан. Сосын бұл кісіде не қосқан тағы қазақ халқының ұлы тұлғаларының дін жайлы айтқан насихаттар қосылған ішінде. Ерекшелігі бар. Суретті қосуға не себепке болды сізге? Енді көзбен көргенге жетпейді ғой көп нәрсе. Соны ойладық. Енді ұстаздарымыз көрсетіп жүретін, мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи аяқ киімі, мынау үйі. Мысалы мен білмейтін. Пайғамбар енді умраға бармағаннан кейін, қажылыққа бармағаннан кейін үйі қайсы болғанын десе, мен білмеймін. Көрсетсе. Сөйтіп ұстаздан сұрап жүрмін, оның суреті бар ма ең болмаса деп. Сөйтіп интернеттен ақтарып жүріп таптық, суретін анық түсірілгенін. Сол сияқты мен сияқты білмейтіндер көп шығар дедім да өзім. Мысалы көргендер болса да қайтадан көргісі келетін шығар мүмкін деген сияқты суретін. Енді мына жерде Алланың қалауымен мынандай оқиға болған. Енді Суиф Русул деген кітап бар ғой. Тихамидің жазған кітап. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қылыштары туралы жазған жерде. Мына жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қылыштары дегенге сол кітаптан алғам. Мәселелерді ше. Оның размері қандай болған, суреті қандай болған. Кәдімгі қазіргі күнде Топкапы деген Стамбулда музей бар ғой. Қандай аты? Топкапы. Сол музейде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жәдігерлері сақталған екен. Қылыштары, анау стакандары, қодақ дейді ғой. Сол нәрселері әлі күнге шейін сақталған екен да. Енді ана жерден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ол қылыштарды қайдан алды және қай соғысқа пайдаланды және де кім ұстап шықты ол нәрсені. Және де оны кімге берген, қазіргі күнде ол қылыш қайда деген сияқты тарихын керемет жазған екен. Размермен да, осынша сантиметр және қандай оюы бар деген сияқты. Сөйтіп сол нәрсені барынша оқып мынаның ішінде түсірдік. Одан кейін сұрақ қойған кезде де жамағатқа өтеміз ғой. Осы кітаптан сабақ өтеміз ғой. Содан кейін сұрақ қойған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам неше қылышы болған? Кім атын айта алады? Сыйлық береміз деген сияқты сонда ұйымдастыра беретінбіз ше, қылыштарына байланысты. Неге екенін білмеймін, Құдайдың қалауымен қылыш есіме түсіп кете береді ше, сұрақ қоятын болса. Біреуге сұрақ қою керек болатын болса жамағатқа, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қандай қылышы болған деп әдет болып қалыпты да маған. Сөйтіп бір күні жатсам түс көріп жатырмын да. Мединаның ескі кезі екен. Енді түс деген енді адамның өзіне ғана дәлел болады ғой, басқа ешкімге дәлел болмайды. Енді ол өзім үшін дәлел ғой енді. Содан Мединаның ескі кезі екен. Сөйтіп бір жерде жүрміз. Одан кейін бір кезде Меккеге түсіп кеттік па, сондай бір нәрселер болып жатты. Содан кейін бір таулы жерге көтеріліп кеттік. Сол жерден өзім бара жатсам, жерде қылыштар жатыр да. Сөйтсем ойымда ойлап қоям, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қылыштары деп ше. Содан кейін біреуін кішкентайын
қалтама салып алдым да қалғандарын көміп кетіп жатырмын да қазір мына жақтан адамдарды шақырып келемін деген сияқты. Сол нәрсе енді бір түсіме шейін кіріп кетті да сол кейіннен ана оқи бергеннен ше. Қылышқан естігенсіз өз қолыңызға. Соған басымдылық беріңіз, машалла. Сол сияқты сол неге сүйенген едік сол кітапқа. Сұйық Расул деген. Машалла, әдемі. Мен көрдім суреттен кітабыңызды. Бүгін осы подкастқа дайындалған кезде кітабың басынан аяғын аштырып не нәрсе бар екен бәрін қарап шықты келді. Сол жерде қылыштардың суреттерін тек қана пайғамбарымыз сонымен қатар сахабалардың да қылыштарын қосқансыз ме? Абу Бәкірдің ұстаған Абу Бәкірдің, Османның радиаллаху анху, Омар радиаллаху анхудың қылыштары бар. Енді анау мынандай нәрселер бар ғой. Бізде осы қылышқа байланысты көбінесе мынау айыр қылыш деген дүние бар ғой. Али радиаллаху анхудың қылышы деп ше. Бүйен тұратын ба? Иә. Негізі ол Алидікі емес ше. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алиге Зульфиқар деген қылышты берген. Зульфиқар атымен бар. Бірақ оның ғалымдар айтады, және де сол кітапта да келтіреді ше. Зульфиқардың кертігі ол басында емес дейді да. Ол басында болса шафратайын деп айтылады екен ғой. Ол ана жерде андай ондай кертік емес дейді да. Оныңкі мына орта жағында болған дейді. Кертігі. Иә. Сол Зульфиқарда. Ол не үшін десе, былайынан жаумен соғысып жатқан кезде келесі жауының қылышы сол жерге тіреліп, ананы суырып алу үшін дейді. Ғалымдар солай түсіндірген екен ше ол нәрсе. Және де ал біздегі Зульфиқар көрсетіп жатқан, ол неге айыр қылыш сол атақпен танылып кетті десе, кезінде Омар радиаллаху анху таң намазына шығады, сол кезде Абу Луа деген мәжуси бар ғой. Сол бар, қанжар тығып алады ғой. Сол қанжар айыр болған екен да. Тура осы Алидікін көрсеткендей Зульфиқарды бізге қалай таныстырды? Ол қанжар кейпі сондай екен да. Кішкентай қанжар, қылыштан кішкентай, пышақтан үлкен, сол қанжар болған. Енді бүйтіп қарап тұрсаң, соны сұққан екен. Ода кейіннен енді Омар радиаллаху анхуды негізі көбінесе шииттер жақтырмайды. Оны бәріміз білеміз. Кейіннен Алидің қылышы деп соны бізге таныстырып жіберген екен ғой. Ғалымдар соны бізге шииттер таныстырған дейді. Негізінде пайғамбардікі мен мәжусидегі екі бөлек қылыш дейсіз. Біз негізі ол қылыш Зульфиқар емес та, бізге көрсетіп жүрген ол емес та. Одан кейін анау бәріміз білеміз атақты оқиға, Абу Дуджананың оқиғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, мына қылышты өзінің міндетімен қоса кім алады дейді. Сол кезде барлығы алғысы келеді. Содан кейін Абу Дуджан айтады ғой, мен бұның міндеті қандай дейді. Қандай міндеті бар деген кезде, былайша айтқанда даганса соғысасың дейді ғой. Қылыш қашан жарамай қалғанша осы қылышпен даганса соғысу дейді. Сол кезде мен алам я Расулалла дейді. Содан кейін сол қылышты алып жауға қарай кербең басып басына қызыл матасын байлап шығып кетеді ғой. Сонда сол қылыш қайсы қылыш десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям атып деген қылыш екен ғой. Біз көбінесе андай солайынан айтып кетеміз, бірақ аттарын біле бермейді екенбіз. Мен сол кітаптан оқып барып білдім да. Негізі мен де білмейді екенмін ол атып деген қылыш екенін. Машалла. Ана енді халықтың көбі түсінетін шығар, ана бізде UFC жүрген жігіт бар ғой. Асуым еді. Кім еді Айдос? Асуым еді. Жас жігіт бар ғой. UFC жүрген жеңіл салмақта. Асу дейтін жігіт бар, соның аты лақабы Зульфиқар ғой. Енді халық кім екенін білмей жүрген болса, ең білетін шығар пайғамбардың қылышының аты екенін. Керемет. Сіз не андай өлең шумағы бар білесіз бе? Ана Кааб ибн Зухайр дейтін сахаба. Өзі сахаба емес, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына келіп кешірім сұрап не істейді ғой, исламды қабылдайды ғой. Сол кезде ол кісі әкесі ақын, бауыры ақын, өзі де ақын ғой. Сол пайғамбарымыз кешірім сұрап келген кезде не айтады ғой? Өлең шумағын оқыған кезде пайғамбарымыз қылыш деп сипаттайды ғой. Инна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям сайфун юстадау бихи деп ше. Және жай қылыш муханнадун мин суйфиллахи масулул. Муханнад индиялық қылыш қой. Сол заманда пайғамбардың уақытында ең андай мықты, стали күшті қылыш сол болған екен де. Адамдар мақтанады екен ғой қылышпен. Сол үшін анда нелерде арабтарда қылыш деген сөз, біз өткенде айттық қой осы нәрседен, кескінділікті, нақтылықты білдіреді екен да. Сол себепті қылышқа мүмкін пайғамбарымыз қатты көңіл бөлген шығар. Тіпті ана сізде шамел оқыған шығарсыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қылыштан Бану Ханафия дейтін тайпаны істеген шығар. Сол кезде сахабалар барып жаңағыдай пайғамбар осындай қылыш таққан ба? Иә десе, маған да сондай істеді деп айтатын ғой. Дәл өзі. Именно сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям істеген қылыштарына қатты не істеген ғой, қызыққан ғой. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям именно неге қатты көңіл бөлген ғой, жаңағы қылыштың сапасына көңіл бөлген да. Сол жерден ойлап қоямын, мүмкін
бізге де енді әркімнің өзінің құралы бар ғой, жұмыс істейтін ше. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сияқты бізге не құралға көңіл бөлуге шақыратын шығар депші. Өйткені құралың жақсы болатын болса, істейтін жұмыста не болады, керемет болады ғой негізі. Осы жерден Шәке енді сізге айтқым келіп отыр да. Мынандай болады, біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жайлы айтылған кезде сіздің ең бірінші дикіңізге келетін қандай мәселе? Ассоциация беріп жатамыз ғой. Мына пайғамбар деп ауыздан шыққан кезде мына нәрсені елестетемін деген сияқты. Қиын екен деп. Негізі енді ислам, пайғамбар деген кезде мен саллаллаху алейхи вассалам бірінші ойға оралатын дін деген кезде, пайғамбар деген кезде үлгі тұтатын тұлға, өмір сүру жүйесін үйреткен үлгі тұтатын тұлға деп қысқа осылай қайырсақ. Оның ішіне бәрі кіреді. Яғни адамның қалай өмір сүру керек екендігін үйреткен тұлға ретінде қарастырсақ болады. Ол мінез құлық, жүріс-тұрыс тұрғысынан, дене бітімі, жалпы мәмілесі, бұл бір. Одан кейін мына кітапты аудару барысында таң қалғаным, және де пайғамбар саллаллаху деген кезде де ойға оралатын нәрсе, пайғамбарымыз саллаллаху минимум мен максимумды ұштастыра білгендігі қызықты. Мысалға оның ұяңдығы өте жаңағыдай неден болды дейді ғой. Шымылдықтың ар жағындағы қыздай болды дейді да, бірақ соғысқа келген кезде одан артық жаңағыдай батыл, қуатты ешкім жоқ дейді. Оның артына тығылатын дей ма тіпті? Оның артына тығылатын дейді. Енді осындай бір хадистерді қарап отырсаң қызықты, үйде үй шаруасымен айналысып отырады, бірақ сахабалардың жанына келген кезде ол пайғамбар. Көшеде балаға аға, біреуге іні, біреуге немерелеріне ата, жұбайларына жақсы жар, сахабаларға жаңағыдай сенімді дос, біреуге көшбасшы. Біреуге көшбасшы. Яғни осындай бір андай минимум бар, максимум бар. Қуатты, күшті. Мына жақта енді ұяңдығы минимум деп алсақ, мысалға енді екеуі бір қарама-қайшы сипат секілді ғой, негізі қарап отырсаң. Бірақ соны өмірінде былай бір жерге жинақтай алып, бір адамның бойынан көрініс табу өте бір таң қалдырады. Бұл жаңағыдай тұлға, үлгі тұтатын, үлгі алатын тұлға ретінде деп қарайтын болсақ, сол бір жері бір ерекше ойландырады негізі. Сөйтіп айтар едім, өмір сүру жүйесін үйреткен, үлгі тұтатын тұлға. Өйткені Алла тағала Құранды жіберді. Құран ол былайша айтқанда біздің түсінігімізде кітап қой, кітап. Енді бізге Алла тағала бұл кітаптың өзін осыны түсіндіріп беретін тірі практик керек болды да. Практик. Яғни мынау теория деп қабылдайтын болсақ, соны практикалық тұрғыдан тірі кәдімгі адамды көрсету керек болды ғой. Сол Құранның былай алсақ, мына жерде пайғамбар болса, Құранның пайғамбарға шағылысып бізге қарай үлгі өнеге көрсетуі ғой. Пайғамбарға шағылысады Құран, содан шыққан нұр жарық бізге келіп, қараңғыны жарық қылады да. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сондай бір тұлға ретінде қабылдаймыз. Оны бір жаңа айтып кеткендей физикалық тұрғыдан да, рухани тұрғыдан да, материалдық тұрғыдан да, және эмоционалдық тұрғыдан да осы төрт бағытты алып қарастыратын болсақ, сол төрт жағынан да бізге мінсіз Мұхаммед дейміз саллаллаху алейхи вассалам. Солай атасақ болады. Жақсы, әдемі. Сіз кітаптың кіріспесінде айтқансыз ғой, кітаптың кіріспесінде қазіргі таңда әлеуметтік желіде адамдар әркімді өздеріне үлгі тұтады, әркімді өзіне бір көшбасшы ретінде қолданады. Осы кумирім деген сияқты. Бірақ негізгі кумир болатын адамды ұмытып қалған дейсіз. Сосын аятты аштайсыз ғой. Лақад кәне лакум фи расулиллахи усватун хасана аятты айтып. Осы жерде көбісі түсінбей жүреді енді. Біз үшін оңай шығар енді дін саласы мамандарына 33-21 не екеніне. Соны бір кітап мұқабасын көрсетіп түсіндіріп жүрсеңіз, не нәрсе екен. Бұл көп сұрайды бұны. Үшінші басылым шықса да сұрай береді қайта-қайта. Бірақ бір түсіндірген болатын негізі. Сонда да табыр. Мінсіз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам. Мына жердегі домалақ бұл Мұхаммед деген жазу саллаллаху алейхи уассалам төбесінде харекеттерін берілген. 33 деген бұл сүренің Ахзаб сүресі номері 21, сол Ахзаб сүресінің 21-ші аяты. Сөйтіп біз енді мұхабада бір мән болу керек қой, жай мұхаба болмау керек, арасында оның мағынасы болу керек деп сөйтіп мұхаба жасаған дизайнеріміз сөйтіп келіскен болатынбыз. Негізгі түсіндірме осы. Бұл 30-21-ді енді не екенін білмей жатса біз артына біз бір белгі қалдырғанбыз. Артына ашып қараса, мына жерде негізі жазып қойғанбыз да. Аят пен сүрені. Яғни жауап тұр артында. Сөйтіп айтамын ғой, кітапты сіз оқығансыз ба деймін, жоқ дейді. Кітаптың артын қараңыз деймін ғой. Сосын кітаптың артына қараған кезде аят тұрады. Қазақ ой өрнекпен енді бұл барлығы аят
және де мынау қазақ тілінде жарық көріп жатқандығы себепті мына жерде қазақша ою өрнектерін Әдемі. бердік. Аха. Негізгі тәпсір осындай деп па? Әдемі. Тәпсір осындай. Сөзсіз мен осы не ғой, Ақсап сүресінің 21 аяты. Иә. Өте андай бізге ой салатын аят қой. Шын мәнінде сендерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда көркем өнеге бар деп. Және бұл аяттың түсуі негізі Ақсап соғысында мүшриктер 12 болып келеді, мұсылмандар болатын болса саны кейбір 4000-де, кейбір одан аз деп келеді. Адам енді 3 есе 4 есе көп жау келеді ғой енді. Сол жерде мысалы жаудан қорқып қашып кету орын алуы мүмкін. Немесе кейбір мұнафықтар айтады ғой, жаңағы жауды көрген кезде ор қазып жүр ғой енді. Сөйтіп айтады ғой, Мұхаммед ор қазып жүріп, мен сендерге парсы патшасын білезігін уәде етемін деп айтып жүр пайғамбар салсам. Сол жаңағы мұнафықтар айтады ғой, бұл Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам бізге парсы патшасының байлығын уәде етеді. Біз болса ана жаққа барып қарапайым кіші дәретін өтей алмайды. Қорқыныштан ғой, соншалықты өтей алмай жүр. Бұл Мұхаммед болатын болса бізге не айтып жатыр деп сенбейді ғой енді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзіне де несі ғой, сенімділігі, болашақта көре алуы, адамдардың бәрі жанында қорқып dilеп жатқан кезде сөйтіп жатсаң қолын алуы, өз-өзіне лидерлік қасиеттерін көрсетуі, сол жерде қобалжымай өз-өзін ұстауы деймін да. Не ғой? Бізге бір не береді де андай үлгенін көрсетеді. Идеал болатын нәрсе. Тура сол сияқты Хунайн соғысындағы сахабалар қаша бастаған кезде пайғамбарымыз қылышын алып, мен Мұхаммед, мен пайғамбарым, өтірік емес, мен шынайы пайғамбарым, андай ситуация қолдан тайып жатқан кезде, шығып жатқан кезде пайғамбарымыз контроль ұстауы бар ғой. Бір не де мықтылық қасиеті шынымен де. Өнеге болатын нәрсе. Осы бір соғыста да бар ғой. Жау жақ, ана мүшриктер өзінің әскерлерін, мал мүлкін және де әйел бала шағасын барлығын алып шыққан екен да. Неге десе, мыналар қашып кетпесін соғыстан. Ең болмаса дүниесін көріп, не болмаса бала шағасын ойлап, бұлар соғыста қалады деп қарсы жақ сол енді алып шығады да. Бірақ Алланың қалауымен жеңіледі да. Мал дүниесін, өзі жан керек болған кезде ешкім керек болмай қалады екен ғой. Ешкім дүниең де қызық болмай қалады екен ғой. Дүниесін, әйел бала шағасын бәрін тастап қашады ғой. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үлестіріп жатады. Енді мол олжа қалды дейді да. Енді барлығының дүниесін алып шыққан ғой әскердің. Дүние деген өте көп қалды дейді. Сол кезде бір адам пайғамбарымыз саллаллаху алейхи мынау арт жағы бар ғой, шапанының желке жағы, содан тартып тұр дейді да. Ей Мұхаммед, бізге де үлес берсейші деп. Сонда мынау мойындары қызарып кетті дейді да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тартылғаннан. Ана бір сахаба жынданып кетеді ғой, қылышын суырып алып, ей оңбаған, сен не істеп жатырсың? Не деген көргенсіздік бұл деген кезде, тоқтай тұр дейді, қоя бер. Сұраған бере салыңдар, ол жерден бөліп беріңдер дейді. Сонда мынау оқиғадан қарасаң, сен қанша жерден, ана жерде әскер басы болып тұр, былайша айтқанда. Барлық мұсылмандардың басшысы болып тұр да. Тек қана бір жамағаттың емес, бір ғана Қазақстанның емес, не болмаса бір мешіттің емес, бір ауданның емес, былайша айтқанда. Барша мұсылмандардың басшысы болып тұрып, сондай көркем мінезділік танытқан, былайша айтқанда, не деген ұлы тұлға деймін да. Мысалы, бізге олай айтатын болса, сәл көтере алмай қаласың ба? Көтере алмай қалуымыз мүмкін ба деп ойлаймын да кейде. Ей, пәленше, сен не істеп жатырсың деп, мысалы, саған тиісіп жатса, ашуымыз мүмкін, ұстай алмай қалар ма едік деп кейде ойланып қаламын да, осындай оқиғаларды естіген кезде. Қалай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деген көркем мінездің иесі деп ше. Сонда негізі жалпы ер адам шынайы бейнесі бұл үйінде көрінеді ше. Бүйтіп қарасаңыз, шынымен ғой. Мысалы, біз осындай подкастқа барсақ, не болмаса жамағаттың алдына шығатын болсақ, бәріміз әйтеуір өзімізді барынша андай жаман қылықтардан бөгде қылып көрсетеміз ғой. Ол ақиқат қой, біздің, бірақ шынайы бейнеміз ішімізде бар да. Оны кім көреді? Үйде әйеліміз. Үйде әйеліміз көреді ғой. Негізі соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның әйелдері, мысалы, Айша анамыз айтады ғой. Ол пайғамбарымыз дейді, оның мінезі Құран сияқты болған дейді. Одан кейін қарайтын болсақ, Айша анамыз айтады тағы. Пайғамбарымыз дейді, саллаллаху алейхи вассалам, ол әйелдеріне қол көтерген емес дейді. Және де құлдарға қол көтерген емес дейді. Бүйтіп, неге осы екеуін айтты десе, ер адамның шамасы жететін, ең көп шамасы жететін осы екеуі ғой. Көп ер адам ол әйеліне шамасы жетеді. Және де ол құл деген, былайша айтқанда, ең төмен санаттағы адамдар ғой. Әйелі шамасы жететіндер де бар. Енді білмеймін.
енді құл деген ол төмен санаттағы адам ғой. Оған күн көрінген тиісіп кете береді ол заманда. Және де сұралмайды ол тиіскеннен олар. Не үшін істеді, не үшін. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи тіпті олардың да ақысына кірмеген да. Оларға тиіспейтін болған. Сонда қарасақ, бұл да көркем мінез құлықтың бір белгісі да. Аят келеді ғой. Уалахунна мислуллазина қалай келеді? Алейкум деген. Мысалы, сендердің де, мысалы, әйелдеріңнің сендерге несі болған сияқты, міндеттері, хақылары болған сияқты, сендердің де оларға деген хақыларың бар дейді. Осы аятты алатын болсақ, олар бізге қызмет еткен болса, біз де оларға несі қызмет ете білуіміз керек та. Өз орнымен. Шеттен шықпай, не болмаса қатты азырып жібермей, былайша айтқанда, мысалы, мынау хадис бар ғой. Осы көп нәрсені кімнің орны қалай екенін көрсететін сияқты да, меніңше. Куллукум раин ва куллукум масулун ан раиятихи дегенше. Сендер әрбірің былайша айтқанда басшысыңдар, қол астыларыңдағылардан сұраласыңдар деп келеді ғой. Енді осы жерде былайша айтқанда имам басшы өзінің қол астындағылардан, одан кейін ер адам өзінің отбасынан сұралады. Ал уал мар'ату раиятун деп келеді ғой. Әйел адамда басшы фи байти заужиха дейді. Күйеуінің үйіндегі нәрселерден сұралады дейді ғой. Сонда мынау кейбір нәрселер бар ғой, әйел адам мынаған міндетті емес, мынаған міндетті емес деген кейбір шығып жатыр ғой қазір. Сонда осы хадисті алатын болсақ, әйел адам, ол мысалы ер адам тауып келгеннен кейін ризық несібені үйге, сол нәрсеге дұрыс ұқыптап қарап, және де мысалы продукт алып келетін болса, оны ашытпай, сасытпай, орын-орнымен саған тамақ қып беруі, бұның барлығы сол әйел адамның мойнындағы дүние екендігіне меңзеп тұрған сияқты осы хадис. Әкелген заттарға ұқыптап беру. Мысалы үйің шаң-шаң болып жатса, сен оны үйді қанша еңбекпен, термен таптың ғой негізі. Бір жері майысып жатса, бір жері сынып жатса, былайша айтқанда туалетің бір жуылмаса, айына жылына бір рет тазаланса, бүйтіп қарап тұрсаң, бұл да қиянат сияқты да негізі. Сол сияқты ер адам өз міндетін білу керек сияқты, әйел адам да өз міндетін білу керек деп ойлаймын да. Ешқайсысы былайша айтқанда үйленер алдыңғы дайындық дейді ғой. Көбісі үйленердің алдындағы дайындықты тек қана қаражатпен деп ойлайды да. Бірақ негізгі дайындық бұл кәдімгі жауапкершілікті сезін алу керек та. Менің ол былайша айтқанда бөтен адам ғой. Екеуі де бір-біріне бөтен. Мен әйелді алған кезде оның алдындағы менің жауапкершілігім қандай, міндеттерім қандай. Дәл сол сияқты әйел адамда мен бөтен үйге бара жатырмын, менің ол жақтағы жауапкершілігім қандай. Былайша айтқанда екеуі бірге, мынау азғантай ғана өмір ғой, Құдай тағала өзі бізге аз өмірді берді ғой. Енді сол өмірде былайша айтқанда бір-бірімізді бағалап, жәннаттық амалдарды жасап қалуға бір-біріне ықпал ету керек та негізі. Елестеп отырмын, біздің кейбір подкастта шығады ғой. Сол жерде кейбір бөліктерін қиып алады қандашы. Біліп пабликтер ғой енді. Сосын артына музыка қойып қояды. Жүріп қояды. Тура сол сияқты сіздің осы сөздеріңіз сондай болды сияқты. Осы мәселеде. Аят бар ғой Құранда. Аширухунна бил маруф деген. Әйелдермен көркем түрде өмір сүріңдер деп. Осы аятқа қатысты Ибн Касирдің түсініктемесі бар екен да. Әйелдермен жақсы қарым-қатынас болыңдар. Жаңа біз айтқан аят бар ғой, пайғамбарда көркем өнеге бар дегенше. Сол пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам көркем мәміледе, жақсы мәміле құруда бізге өнеге бола алды депші. То есть отбасында әйелдермен жақсы мәміледе болу, ол анда әйелдермен де кеткен сөзше, әйелмен жақсы мәміледе болу, ол андай бір мүмкін емес дүние емес. Адам егер тырысатын болса, міндетті түрде жақсы қарым-қатынас бола алады. Бірақ осы жерде бір айтып кеткен дұрыс шығар. Менен бір күні осындай дәріс беріп отқаннан кейін бір бауырымыз айтады да, молдаке дейді енді, айтшы дейді, мен әйеліме қатты адаммын дейді. Мен уағыздарымды тыңдайтын болсам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдерін сөйлемеген адам сияқты көрінеді дейді. Ана уағыз естисің, пайғамбарымыз салған хадисі бар ғой, өз аяқ киімі өзі тіккен, жаңағы ненің үйді сыпырған, ешкіні сауған, бүйткен, сөйткен, жұмсақ сөйлеген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сондай болған. Мен бірақ әйеліме қатты кісімді, мен сөйлеймін, менікі дұрыс емес пе деп сұрайды да. Сол пайғамбарымыз мүлдем әйелдеріне қатыл танытпаған ба дейді да менен. Сосын жоқ дедім, пайғамбарымыз қатыл танытқан кездер болған.
пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кейбір кезде әйелдеріне жаңағы не істеп ренжіп, кейбір риуаятта 28 күн немесе бір айға дейін сөйлеспей қойған. Әлгі Ахзаб сүресінің аят бар ғой, ықтияр аят түседі ғой, таңдандар деп ше. Сол кезде пайғамбарымыз әйелдер келіп алла ерсін белгілі дүние сұрайды дейді. Пайғамбар ондай дүние жоқ деп айтады. Сол пайғамбар ренжиді, енді орынсыз талапқа бір ай сөйлеспей қояды. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдерінің жаңағы қалауын орындайын деген кезде әлгі өзіне бір сусын харам етеді ғой, болды ішпеймін депші. Сол кезде айтады алла тағала әйелдер разылығын көздеп неге Аллахтың адал еткенін арам етесің деп. Сол үшін айтып жатқан баланс жақсы деп жатқан ғой. Пайғамбарымыз салсам кейбір кезде жаңағыдай әйелдің айтқан шықпаған адам емес қой негізінде. Егер жөнді болатын болса істеген, бірақ егер орынсыз дүние болатын болса пайғамбарымыз қатыл танытқан. Тіпті Раббысының өзі пайғамбарымыз салсамға енді ескертіп, Мұхаммед, сен қалайша Аллах адал еткенің әйелдің разылығын көздеп арам етесің деп ескерткен болатын. Сол себепті жаңағыдай баланс өте маңызды енді. Біз кейбір кезде бар ғой енді қазір кезде әлеуметтік желі, ілім, ғылым тарап жатыр ғой, дұрысы дұрыс емесі. Соның бір кейбір кезде жаңағыдай әсіресе біз дін ұстанатын хижабтағы әпкелеріміз естіп алады ғой, күйеуінің несін көтеру керексің, деңгейін көтеру керексің, күйеуіне жанып өте жоғары деңгейде талаптар қой, типа қымбат шуба алғыз бүйт сөйт деп айтады ғой. Оның шамасы жоқ та нәрсені ше. Сол кезде мысалы үшін айту керек сияқты, орын жоқ, шамасы келмей жатқан болса айту керек қой, менің шамам келмейді, ондай зат талап етпей ақ қой, әлі оның деңгейі жеткен жоқпыз деп. Күйеуімнен кейін өсірем деп қинауды қажет емес шығар деймін де. Сразу айтаспаған шығару. Жаңағы әйелмен жақсы қарым-қатынас болу деген сөз андай бүкіл капризін орындау емес қой, айтып келген нәрсе. Орынды нәрсе болса ол дұрыс деймін да. Сізде ше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтылған кезде ең бірінші не нәрсе ассоциация қылып жатыр сізде? Сол көркем мінез құлығы, шынайылығы, әділдігі, былайша айтқанда әр нәрсені өз орнымен істегендігі да. Мысалы 63 жыл өмір сүрген болса, сол уақыт аралығында үлкен деңгейде былайша айтқанда барлық үммет артынан жүретіндей сондай көркем мінез құлықтың иесі екендігін дәлелдеп кеткен адамдар. Былайша айтқанда Алланың сондай сүйікті құлы болуға лайықты екендігін көрсетіп кетті ғой бізге. Іс жүзінде көрсетіп кетті. Біз көбінесе негізі анау сөз жүзінде ғана істейміз ғой. Бірақ іс жүзінде көп нәрсеміз көрінбей қалады ғой. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөз жүзінде де, іс жүзінде де барлығын былайша айтқанда көрсетіп кеткен ұлы тұлға, ең ұлы тұлға. Сізде сондай ассоциация қалып тұрған әрқашан көркем мінез шың ретінде. Шынымен мынандай екен да, байқаңыз, осы қонақ шақырып біз тұрақты сұрақтардың бірі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтылған кезде ең бірінші ойыңызға не келеді десем, көбісі әртүрлі нәрсе айтады да. Өскін жалғас ұстаз болды, сол кісі айтады, жалғас ұстаз бар, Нұрбаратта жаңағы мешітте бас имамымыз. Маған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтылған кезде ең бірінші кезекте адамдардың мәміле істеу әдісі бар ғой, методологиясы, соны қатты қызығамын дейді. Пайғамбарымыз салсам бүкіл денесін бұрылуы, кейбір кезде иығынан ұстауы, кейбір кезде қолтың астынан ұстауы, назар аудартуы, кейбір кезде отырып сөйлесуі, енді бүкіл нәрсеге қараймын дейді, зерттеймін дейді. Ол кісі айтады, менде кейбір кемшілігім болды, адамдармен тіл табыса алу өте маңызды екенін түсіндім дейді. Сосын мен пайғамбар зерттедім, сол қырын аштым дейді. Сол кезде маған алла елшісінің ең ұнаған тұсы дейді, ол кісі және өзім өмірде қолданамын дейді. Ол пайғамбар адамдармен мәмілесі, қайтып істейтін болған, не істейтін болған айтады да. Кейбіреулер басқа қырларын ашады. Маған мысалы кейбір кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дальновидность дейді орысша. Бір затты алдын ала қадам істеп сол. Қадам істеп сол. Ана не дейді бар ғой бізде логика ілімі бар, мантықта ше. Мұқаддимал кубра, сосын соғра сосын нәтиже шығады. Сол себепті пайғамбарымыз қадамдар істеп алдыңғы келетін нәтижені шығарып тастайды. Кейбір нәтижелер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 10 жыл бұрынғы нәтижені шығарып тастайды кейбір кезде. Сен оны білмеуі мүмкін, бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құзырында енді уақыт түсуі мүмкін, 10 жыл бұрынғы нәрсені көріп тұрады. Біз көрмейміз ол нәрсені. Ана ең мәшһүр мысалдардың бірі жаңағы Худайбия келісінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өз атын өшіреді ғой, Мұхаммед Расулалла дегенше. Сол сахаба қарсы өшірмейміз деп, тіпті сол жақтан кетпейміз, қалайша оны істемей қайтамыз деп ашуланады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Пайғамбарымыз тынышталып қайтыңдар деп алып қайтады ғой бәрін. Бірақ сол пайғамбарымыздың шешімі дұрыс болды кейінде. Кейінше сол жақтан жаңағы қабылдамай қойған мұсылмандар жаңағы неге Меккеге баратын сауда керуендерін тонап мазасын алып жүрген соң Меккеге қалқайды да кесіп жүріп бұзайшы дейді, шаршап кетті дейді уже. Сөйтіп пайғамбарымыз 1 жыл болмай жетті, қайтадан келіп умра істейді ғой. Яғни алла елшісі көре алған да, бірақ сахабалар нәрсені көрмеген да. Маған осы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір ерекше
тұстары осы қызығамын да. Сол үшін керез былай деп айтамын, пайғамбардың хадисі бар осы мәселе мынандай деп айтқан деймін да. Дәл сен қазір ол нәрсені өзіңе пайда көрмей тұрсаң да, бірақ уақыт өте келе өмірің сондай ситуация орын аласың, мына пайғамбар айтқан сөзінің ақиқат екеніне көзің жетеді да. Иә. Мысалы былай істе деп айтты пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сен қазір не керегі бар, бұл дұрыс емес қой деген сияқты айтуы мүмкін да. Бірақ уақыт өте келе шынымен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзіне не бар да, жаңағы пайда бар екеніне көзің жетеді да. Иә. Мысалы үшін жаңағы әйеліңе осылай мәмілесе деп айтты. Ол жерде не үшін ол былай істемейді ғой ерегеспей, просто пайғамбар істе деп айтты, ол істей сал да. Сосын мына мәселеде ағайын туысқанмен қарым-қатынасты жақсарт деп айтты. Қой, ол бүйткен, сөйткен, қазалай, просто пайғамбар айтып істейтін болсаң, уақыт өте келе сол істің несін көресің да. Сауабын аласың. Сауабын аласың және берекесін аласың да. Өйткені айтып отыр ғой пайғамбарымыз салсаң әрбір сөзі ол уақи ғой. Уақида бізге адамзатты бақытқа апаратын нелер бар, тұстар бар. Осы жерде бір енді екеулерің жұмыс істедіңіз ғой осы кітаппен. Осы кітапта ерекше пайдаланған бір сүннет амалдар болды ма өзіңіз өмірде қолданған? Мысалы үшін мен өзім қолданған, енді түсінікті үшін айтып отыр. Менің әдетім білмеймін, мектеп кезінен бар, тез сөйлеймін да. Қазір тез сөйлеп кетіп жатырмын, өзімді ұстап отырмын, соны тез сөйлеп кете беремін. Сондай бір ерекше нем бар енді, бойымда бір қасиет. Сосын барып кейбір тағы кемшілік сөйлеу барысында ана әріптердің дұрыс шықпай қалып сөздің соңын жек қоятын әдетім бар да. Ол нәрсе дұрыс емес әрине, әсіресе біз сияқты сабақ берген адамдар үшін түзеу керек, жұмыс істеп жатырмыз. Айтып келген дүние, мен пайғамбарымыз салсам сөйлеуін оқыдым да. Шамаил Мұхаммед кітабын бұрын білетінмін, бірақ енді осы жолы ерекше оқып ойлана бастадым да. Айша анамыз айтты ғой, пайғамбарымыз сөз сөйлеген кезде сендер сияқты тез сөйлемейтін дейді. Асықпай сөйлейтін, әрбір анық болатын, фасл дейді ғой, бәйін, ашық, анық сөйлейтін болған, және пайғамбарымыз салсам сөзін 3 рет қайталайтын болған дейтін хадис. Маңызды мәселе. Осы тұсты оқыдым, білдім, мен неге осы нәрсені біз қолға алмасқа. Әсіресе сенің салаң осы сөйлеу, адамдарды түсіндірумен байланысасың. Осы нәрсені күшейту керек деп осыған көңіл бөле бастады да. Сосын бар арнайы жаттығулар істеу керек болды, жаңағыдай нелерді ауыз қуыстарды, бұлшықеттерді дамыту үшін, сөздердің анық шығу үшін. Бізде онысы да махраж деген ілім бар ғой неде, тәжвидте үйреніп жүрген. Сол сияқты сіздер үшін осы Шамаил Мұхаммед кітабымен жұмыс істеу барысында ерекше бір қолданған не бар ма, сүннет амалдарыңыз? Енді ең бірінші орында сол жүріс тұрысы бар ғой. Жүріс тұрысы, соны көбірек басшылық қалып, соны жасауға тырысып, соған ұқсауға тырысып, сол бірінші орында сол болды. Және де екінші енді тағы да бір жасырын бір сүннет бар, оның бірақ енді айтқан ыңғайсыздау болады шығар. Өзіңіз білесіз әрине. Иә, ол кәдімгі үздіксіз жасалып тұрған амал, сондықтан сол бір ішінде бір бөлім бар, ол бөлім. Соны орындауға тырысып жатырмыз мүмкіндігінше. Құпия қалдырып қояйық, іздеп табуымыз. Қайсының амал істеп жүрінде. Сол кезде жүрісте пайғамбарымыз саллаллаху жан-жақ қарамай тез-тез жүретін тұстар ма? Тез-тез жүруі, байсалдылықпен, қатты да емес, өте байсал таңданып та жүру емес, бір салмақтылықпен жүруі, және де бір жерге қарайтын болса асықпай былай қарауы деген секілді барлық дене мүшесімен. Одан кейін енді барлығын орындауға енді өте қиын, бірақ мүмкіндігінше енді ішіндегі жазып жатқан кезде де практикалық тұрғыда орындауға тырысасың ғой. Жататын кезде, оянған кезде не айтты, одан кейін қандай киім не қылды, қандай көкөністер, жемістер жейді деген секілді. Солардың бәрін орындауға тырысасың, бірақ енді пенде болғаннан кейде былай болып қалады. Иә, болып қалады. Бірақ негізі сол ең басты жаңағы жүріс тұрысы. Соны көбінесе қолданасыз. Иә, қолдан тырысамыз. Мен мысалы Шамаил Мұхаммед кітабымен дәріс өтеміз, сосын аудардық қой енді. Сол жер бір ұялтатын хадисі бар да, мысалы жеке мен өзімде мұсылман ретінде. Енді бұл нәрсе көп адамдарға да ұялтады негізінде. Енді бұл Мысырда оқып жүрген кезде жігіттермен жиналған кезде Шамаилден бір хадис оқып қоятын еді. Енді пайғамбарға деген құрмет, мәжілісте міндетті түрде Алла елшісі жайлы айтылсын депші. Сол жерде мысалы мені ұялтатын нәрсенің бірі жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несі бар ғой, сырт келбеті бар ғой, сипаттайды ғой. Жаңағы буындары мығым болған, осындай болған деп. Сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам келген кезде несі көкірек тұсы мен қарнында бірдей болған дейді ғой енді. Қарны мен ішкі несімен көкірек тұсы бар ғой, бірдей болған дейді. Тегіс бірдей болған. Енді кейбір кезде бізде енді дін саласында қызмет істеп жүрік қой, енді ұяласың да, өзің артық салмағың бар, бірақ сен насихаттап жүрген пайғамбар ондай емес та. Иә, ана қысыласында не істеп жүріп деген сияқты өзін қолға алуға деген итермелейді да. Иә, әрине. Бұл нәрсе айтқым келетін дүние көпшілік мұсылмандар мүмкін артық салмақ болса, бірдеңе болатын болса,
негізі пайғамбарымыз қандай физикалық жаңағы сипат қандай болды десе, алла елшісі жинақ қойған. Мен таң қаламын да, жаңағы 60 жастағы ер кісі ғой енді, сонда жинақ қойған. Ал бізде қазір 20-дан асқан балалар уже не отыр енді, арты салмағы бар. Сосын жаңағы пайғамбарымыз салсам қайтыс болған кезде риуаяттар келген 21 ғана ақ шашы болған, 17, бір 11 деген риуаят бар әртүрлі. Енді түсінікті ғой, пайғамбар бір айтса дағы күтім істеген шашына, жаңағы май жаққан, шашына май жаққан, бояған деген сияқты. Сол жаңағы бізде келіп ойлайды ғой, адам өзіне күтім істеуі бір не сияқты, жаңағы дүниеге беріліп кеткен сияқты, эгоистік сияқты қарайды ғой негізінде. Бірақ пайғамбарымыз салсам өзіне істеген ғой, жаңағы қатты күтім істеген. Себебі Алланың аманаты ғой. Аманат, иә. Сол айтайын деген дүние жаңағы денсаулыққа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекше көңіл бөлу бар ғой. Соған таң қаласың. Денсаулыққа қатты көңіл бөлу. Бізде енді білмеймін, қазақтағыны басқа елдер сондай ше, денсаулық деген бізде ең соңында әйтеуір ақша бір артылып қалса көріне салайын деген сондай мақсатта ғой әйтеуір. Ауырып бітіп уже жүре алмай жатқан кезде қараламыз ғой. Неге жаңағы спорт болсын, бүкіл киіміне қарау болсын, оның барлығын профилактика жасап отырады ғой. Пайғамбар алдын ала ауырмай емес, ауырасың сен. Витамин ішіп, қаралып қанша не қылсаң да ауырасың. Бірақ сен ақыры ауырады екен, ақыры өледі екен деп қалай болса жүре бермейсің ғой. Өзің бір шарттарын орындауың керек. Сондықтан енді денсаулыққа қарауы, көңіл бөлуі, жаңа тағамдарды мысалға жеуі, қай уақытта жеген. Кешке қарай тойып жатып жемеген ғой мысалға, деген секілді. Қанша уақыт мезгіл ішкен. Таңда және кешке. Онда да таңда болса ғана. Кей уақытта көп болған, кейде болмай қалған мысалға, сондай нелері бар. Сол үшін денсаулыққа қарау енді ол бізде парыз ғой, мен айтам, намаз қалай парыз, денсаулыққа қарау да парыз деймін да. Ол рас солай ғой, ол бір сүннет, бір нәпіл емес ол сенің деген, мынау тән болмаса сен қалай құлшылығыңды атқарамайсың ғой. Дәл өзі. Сол үшін көңіл бөлу керек, сол жағы өте маңызды. Сол неде де бар ғой, Шамайледе мен де айтамын да, расында жаңағы пайғамбарымыз салсам сапарда болсын, тұрлық жерде болсын, дорбасына 5 нәрсе түспеген дейді ғой. Мисуак, қайшы, не жаңағы айна, әтір, тарақ сияқты заттар. Бұл енді адам несі ғой, жаңағы гигиенасына қаншалықты жоғары деңгейге қарау ғой. Сол заманда пайғамбарымыз соған көңіл бөлген де. Өткен ғана Шамаил Мұхаммед кітабын тағы бір бітірдік, балалармен оқып. Сол жерде ана хадис қайтын оқып отырмын ғой. Айша анамыз айтады ғой, пайғамбарымыз салсам өлімсіз жатқан кезде жаңағы Абдурахман кіреді ғой. Сол кезде тісіне мисуак тазалап жатқан кезде пайғамбар қызығып қараған кезде түсіндім дейді бірден Айша анамыз. Тістеп береді, мисуак береді. Пайғамбарымыз салсам өлер сәтінің өзінде неге тісіне көңіл бөліп отыр да. Бізде өкінішке орай тіс істейтін вообще елемейміз ғой негізінде. Пайғамбарымыз салсам болса соншалық деңгейде тісіне көңіл бөлген айтамын да. Сол үшін мен өзім қатты Шамаил Мұхаммедтен алған бір неде ережеті бар ғой. Адам өзіне күтіп істеуі, пайғамбарымыз салсамшы, денсаулығына көңіл бөлуі, жаңағы тамағына көңіл бөлуі, тағы да мәселелер өте неде әсер етеді. Маңызды, маңызды тұстар көп. Өйткені бұлар тән деген бір құдайға апаратын бір құрал ғой. Яғни сөйтіп түсіну керек та ол. Сен тән болмаса рух қана қалады, сен демек ғайып әлемдесің. Жоқсың сен, тән болып тұр, сен тән болғаннан кейін де мүмкіндіктер беріліп тұр да саған, яғни намаз оқуға, ораза ұстауға. Тән болмаса, сен рух болса, сен ғайып әлемдесің, бақта емессің. Сондықтан көп адам сөйтіп теріс түсінеді негізі болғанда. Өзіне қарауы, денсаулығына көңіл бөлуі, ол еще оған жай не емес, ол үшін сен сауап аласың. Бізде өйтіп түсінбейді, өкінішке орай. Денсаулығына қарау, көңіл бөлуді ол жай бір қосымша бір істер деп ойлайды. Мүмкін қолың бос болса істей сал. Бос болмаса, онда сен жаңағы құлшылық не қыла бер деген секілді. Мысалға сен қанша руханиятыңа дұрыс қызмет етем десең, бәрібір тәнің дұрыс болмаса, дұрыс қызмет ете алмайсың. Деңгейге көтерілу үшін. Сол үшін де маңызды деп отыр да. Шамаил Мұхаммед кітабын оқыған кезде ерекше ұнаған бір сүннет амал немесе өмірде қолданып бастаған. Енді бұл жерде алып қарайтын болсақ өте көп. Негізі өте көп. Біз қылыш терең зерттеген түсіндік. Енді бұл жердегі өзім істегендері бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның анау нәбиз деген сусыны бар ғой. Сок. Біз неме. Соны өз істеп әр түрін келтіреді ғой нәбиздің де. Соны істеп әрқайсысын бір ішіп көріп, жамағатқа істеп беріп, сол нәрсені. Сіз құрманы алып суға салып сөйтсеңіз, мейізбен қосыңыз. Соны ішіп көріп кәдімгідей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көргендерін. Одан кейінгісі мынау көп оқыған және де одан кейін зерттегенім, былайша айтқанда ізденісім, бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдермен қарым-қатынасы.
әйелдермен қалай қарым қатынас жасаған. Бүйтіп қарап тұрсаң, Айша анамыз айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху таң намаз кіргеннен кейін бірінші сүннетін оқитын дейді, азан шақырылғаннан кейін. Одан кейін егер мен ояу болсам, қамат айтқанға дейін менімен әңгімелесетін дейді. Сонда бүйтіп қарап тұрсаң, ең маңыздысы бұл көңіл бөлу екен ғой, отбасын сақтау үшін ше. Мысалы, мына жақта өзіміз қызметте жүрген кезде де көп отбасылар келеді. Сол кезде көпшілігінің бүйтіп түбін зерттеп, не үшін ұрыстың, уже ажырасам болды, бітті деп келеді ғой. Соны ең соңын қарайтын болсаң, бұл маған көңіл бөлмейді дегеннен шығады барлығы. Сонда көп ер азаматтар, былайша айтқанда, әйеліне көңіл бөлуді, былайша айтқанда, онша құнттамайды. Сыртқа шығарып қайтуды, одан кейін тамақ алып беруді, сол сияқты нәрселерді ғана көңіл бөлу деп ғана ойлайды екен да. Онымен әңгімелесу, жағдайын сұрау деген нәрселерді, былайша айтқанда, жасамайды екен біз. Енді қарасақ, бұл нәрсені пайғамбарымыз саллаллаху өмірбаянын алатын болсақ, таң намаздан кейін әйелдердің жағдайын сұрайтын болған. Қалайсыңдар, жақсыңдар ма деген сияқты, енді нені білсетінін енді білмеймін ары қарай. Бірақ жағдайларын сұрайтын болған да. Таң намаздан кейін тестостерон жоғары болып жүр. Мүмкін, сол нәрселерді алып қарайтын болсақ, енді айтады ғой, Айша анамыз, пайғамбарымыз саллаллаху мен ішкен ыдыстан тура мен ернім тиген жерден ішетін деп ше. Ішкені бар. Одан кейін жаңағы айруға деп келеді ғой. Сүйекті мүжіген, тура сол жерден пайғамбарымыз саллаллаху мүжіген екен да, ана сүйекті. Бүйтіп қарап тұрсаң, бұл да бір оған деген махаббатты білдіреді да. Оған деген мысалы сезімін білдіреді. Былайша айтқанда, бұл да отбасын сақтауға үлкен бір септігін тигізе ме? Бізге мысал ғой ол. Біз әйелімізбен қалай қарым қатынас жасауымыз керек. Қазір енді ер адамда, әйел адамда бұл ақыр заманның әйелдері, ақыр заманның ерлері ғой. Еш көп нәрсені түсіне бермейтін да. Бір нәрсе болса кетемге салатын деген сияқты. Кетке салатын ба? Немесе кетке салады. Мысалы, сол нәрсе. Мысалы, ер адам көңіл бөлетін болса, әйел адам одан махаббатты алатын болса, отбасы тыныш болады деген негізі. Барлық нәрсе соған келіп тіреледі екен ғой. Бір түсінгенім өзімнің. Сол Шамил Мұхаммедия кітабында сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи әйелдеріне ерекше көңіл бөлетін бір не бар ғой. Кешке әңгімелесу бар ғой. Самария. Жаңа Хурафан оқиғасы бар, 11 әйелдің оқиғасы бар. Сізге аудару қиынға түскен. Талқылау қиын болған. Осы жерде мысалы мән беретін болса, бізде фиқ ережесі бойынша негізінде құптан намазын ұйықтау керек қой негізінде. Сол дұрыс. Бірақ айтады ғой, жоқ, бірақ егер отбасыңа көңіл бөлетін болсаң, ол уақыт құр емес деп. Пайдаланатын болсаң, ол бекер емес. Оғаштық жоқ дейді. Оғаштық жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осылайша көңіл бөлген. Жаңа сіздің Айша анамызбен қатысты пайғамбардың арасында не айтып жатсыз ғой, романтика айтып жатсыз ғой. Одан да круче бар екен. Бізде мысалы үшін қазақ қоғамында осы біздің уақытта мысалы үшін тем более Ақши сияқты ауылдарда сен машинадан түсіп әйелің есік ашып беретін болсаң, сен несің ғой енді, ең төмен сортта еркексің ғой негізінде ше. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қатысты не бар ғой, хадис бар ғой, Анас Малик айтады да, пайғамбарымыз жұбайы Сафия анамыз түйегін ұнатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам несін тосты дейді, тізесін тосты дейді. Сөйтіп Сафия анамыз аяғымен пайғамбардың тізесін басып түйесіне отырды дейді. Машалла. Бізде қазақ қоғамда өйтіп істейтін болса масқараң шығады деп ешкім істемейді. Просто бізге үлгі деп жүрген адамымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әйелдерін осы деңгейде көңіл бөлген екен да. Мен негізі осы хадисті, осы оқиғаны оқығаннан кейін мен де бір алғаш рет есік ашып бердім ше. Кәдімгідей андай бір түрлі болып қалады кезінше. Ол да кәдімгідей қуанып, кәдімгідей сезімі, эмоциясы білінеді екен да, осы нәрседен кейінше. Бұл да енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көрсеткен жолы ғой бізге, үлгі өнегесі. Бұл да әсер етеді екен. Сол себепті құрметті бауырлар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеттерінің бірі әйелдеріне көңіл бөлген, соның бір ешқандай ағаттық жоқ. Жаңа не істесе есігіңізді ашып берсеңіздер, белгілі мекемеге барсаңыздар, жұбайларыңыз үшін есігіңізді ашып кірсеңіздер, бұл сіздің абырой түсіп қалмайды. Керісінше пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір сүннетін тірілткен болып есептелесіздер. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауатты тек қана басына іс түскен кезде немесе қиындыққа тақ қалған кезде ғана айту бейнебір Алла тағаламен есептескен сияқты. Я Аллахым, мен пайғамбар салауат айтамын, осы қиыншылығымнан шығар.
Аллахым, мен ауырып қалдым, пайғамбар салауат айтам, менің дертіме шипа бер деген сияқты саудаласу көрініс табады. Әлбетте сіздер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтатын болсаңыздар, қарыздан құтыласыздар, дерттерден шипа табасыздар, тағы да басқа түскен қиыншылықтан құтылуыңыз мүмкін. Бірақ негізі салауат осылай айтылу керек па? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салауат ол ерекше махаббатпен және ықыласпен іске асу керек. Осы орайда сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ерекше ықыласпен және махаббатпен салауат айтуға жәрдем беретін ислам тарихында ұлы ғалымдардың бірі имам Жазули рахималлаху тағаланың Далаил Хурат кітабы. Ол кітапты біз төл тілімізге аударып сырға толы салауат деген атпен сіздерге ұсынғалы тұрмыз. Кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтуды бір ізлікке, әдетке енгізу үшін 21 күнге бөлінген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам салауат айтудан өзге Алла елшісінің кескен келбеті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам артықшылығы және Алла елшісінің абзалдығы қатар жинақталған. Сонымен қатар кітапта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үнемі салауат айту арқылы жетістікке жеткен дін ғалымдарының өмірінен үзінді келтірдік. Кітап сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға деген махаббаттарыңызды арттырып, ықыласпен салауат айтуға себепкер болады деген ниеттеміз. Кітап жайлы толық ақпарат алу үшін көрсетілген номерге хабарласыңыздар. Енді біз осы подкасттар арқылы Алла елшісін насихаттаймыз. Сонымен бірге жақында шығатын Алла сәті салсын, сырға толы салауат деген кітабымыз жақын уақыт шығады деген ойдамыз. Имам Жазулидің кітабы ғой енді. Шамаил, салауат, фадоил, хасойс бәрі пайғамбар саллаллаху алейхи қатысты ілімдер ғой, бірге жүретін бөлінбейтін. Сол сіздер үшін салауатты маңыздылығы, салауатты өмірде қолдануларыңыз қандай деңгейде, сіз үшін салауат өмірде шынайы пайда берген тұстар болды ма? Енді күнделікті деп айта алмаймын, бірақ арнайы менде бір қосымша бар, күнделікті жасап отыратын істер. Таңғы уақыттан тұрғаннан бастап тіс жуу, намазы бар, басқасы бар, белгілеп отырам. Енді бірақ кейде мен андайым бар да, бір күн қалып кетсе, екі күн қалып кетсе, қатты өзімді жеп қоймаймын. Андай ойбай, не болып кетті, қалып кетті деп. Өтетін болсам, қатты не кіріп кетемін да ішіне. Сондықтан мен өзім андай қабылдадым. Бір күн қалып кетсе, ештеңе етпейді. Екі күн қалып кетсе, ештеңе етпейді. Ол нормально, сен адамсың. Пайғамбар кейде еске түседі да. Кейде мысалы бір намаз оқып, кейде оқымай қойған, кейде мысалға тастап кетіп, кейде істемеген деген секілді сөйтіп қарап отырған. Сондықтан салауатты жиі айтып отыруға тырысамыз. Күнде деп олай өтірік айтпай-ақ қояйын. Бірақ мүмкіндігінше айтуға тырысамыз. Пайдасы енді оның көп проблемалар шешеді. Салауат негізі проблемалар шешеді. Бірақ қазір мен байқап жатырмын енді әлеуметтік желіде салауатты марафонға айналдырып, курсқа айналдырып, ол жақсы тенденция негізі, былай жақсы іс қой енді, жаман бір нәрсеге қарағанда мынау жақсы дамып жатқаны. Бірақ салауат ол бір пайғамбарды саллаллаху алейхи вассаламды көру үшін емес, немесе бір басқа үшін емес, ол салауат сенің по факту өміріңді өзгерту керек қой. Дәл қазіргі сәттегі. Ол жай құр сөзбен емес та. То есть салауат айту деген жақсы, бірақ салауат айту деген нәрсе ол сөзбен, іспен көрініс табу қажет. Бірақ қалай көрініс табу қажет, соны ойлану керек. Мысалға, жай Аллахум салли аля Мұхаммад деген секілді ма? Әлде оның енді практикалық тұрғыда көрініс қандай? Іспен, сөзбен деген. Мысалға, енді бір нәрсені мысалы тоқтату үшін сен бір нәрсені көрсең жаман істі, қолмен, сөзбен, жүрекпен дейді ғой енді. Жақсылық та солай болу керек та. Тек жүректе ғана емес, ал шынымен жүректе болса, ол сөзбен және іспен көрініс табу қажет. Енді салауаттың іс жүзіндегі оның пайдасы қандай? Соны ойланып көру керек негізі. Қалай болады оның пайдасы? Тек қана айтып жаңағыдай пайғамбарды көру түсіңде деген мақсат емес, одан да жоғары не нәрсе. Мысалға, соған қарай ұмтылу керек та, сенің салауатың сенің руханиятыңды дамыту керек. Ішкі иманыңды, иман деңгейіңді көтеру қажет. Құр ғана жаңағыдай сенің мақсаттарың шектеулі емес, шексіз Алла тағалаға апару керек та. Сол жағын ескеру керек деп ойлаймын салауаттағы. Енді оның қадір қасиет жайында енді белгілі ғой, айтылып жүр көп. Енді оның бірінші Алла тағаланың өзі бірінші бастап беріп айтып отыр. Одан періштелердің, одан мұсылмандардың да соған салауат айту керектігі. Және салауатқа жалпы пайғамбар саллаллаху байланған кез келген іс ол берекесіз болмайды, берекелі болады кез келген іс. Ол адамның салауат шаршағанын басу мүмкін, жүрегіне тыныштық сыйлайды, күш қуат береді. Және де
сен Құдайға айтпауы мүмкін пәленше түгенше деп проблемаңды, бірақ сол айтпаған проблемаларды да шешуі мүмкін. Иә, шешеді, енді ол мүмкін демей ақ қояйық, шешеді Алла тағаланың қалауымен. Себебі неде деп үңіліп қарайтын болсақ, өйткені бұл кімге айтылып жатыр? Сонда да пайғамбарға айтылып жатыр. Ал пайғамбар кім? Пайғамбар ол Алланың тікелей таңдаған құлы. Бұл жердегі салауаттың сөзінің өзінде емес мәселе. Салауат айтқан кездегі оның мәніне қарайтын болсаңыз, ол жердегі кімге айтылып жатыр? Адам. Және адамның артында кім тұр? Оның Алла тағала тұр. То есть шешіліп жатыр. Неге шешіліп жатыр проблемаң? Өйткені Алла тағала тұрды артында оны. Сол арқылы шешіледі көп нәрсе. Өйткені жаңа бір хадис есіме түсіп кетті ғой. Жаңа Алла тағала бір пендесін жақсы көрсе, Жибрил шақырады дейді ғой. Жибрил шақырып, мен пендем жақсы көрдім, сен де жақсы көр деп. Ол әхлі самаға барады да көктегілерге барып, Жибрил періште айтады, мінекей мынаны Алла тағала жақсы көрді, сендер де жақсы көріңдер дейді. Сөйтіп жер бетіндегі ол адам қабул болады дейді да, былайша айтқанда жер бетінде ол адам мақұлданған, разы болған бір құлға айналады дейді. Оның қарама қайсысы да бар ғой жаңағыдай. Жибрил періштені шақырып бір пендесін жек көрсе, мына пендені мен жек көрдім, сен де жек көр дейді. Ол көктегілерге барады да, Жибрил періште мына пендені Алла тағала жек көреді, сендер де жек көріңдер. Сөйтіп жер бетінде ол адамға отказ болады былайша айтқанда. Сонда бұл жердегі біздің мен айтқым келгені, сенің айтудағы салауат қана емес, кез келген мысалы кәлима болсын, басқа болсын, мақсатың Алла болса, адамдардың арасында проблемаларың шешіліп кете береді. То есть соны ескеру керек та. Ана хадисті мысалға қарасаңыз, Алла жақсы көрсе, демек сен мына қоғамдағы бүкіл жаңағыдай мысалы бір адамдар болуы мүмкін, сен сыртына қарап таныс емессің, танымайсың, көрмегенсің өмірде, бірақ бір көргенде сен сөйлесіп кетесің, бір жақын руханият, рухың жақын, жүрегің жақын бір әңгімелесіп кетесің да, жақсы көріп кетесің. Енді бұндай адамдарды өмірде кездестіресің, неге деп мен ойлайтын едім да, сөйтіп бір қырынан қарайтын болсақ, мүмкін Алла тағала оны жер бетінде уже қабыл етіп, Құдайдың разы болған бір құлы болуы мүмкін да, Алла жақсы көрген. Сол арқылы сені де жақсы көргіздіріп отыр оны. Бір адам жек көргізсе, оны Алла тағала көктегілердің және Алланың құзырында жек көрген құлдардың қатарынан. Бұл да салауат арқылы сол жолға жетуіміз керек деген ойым ғой, айтпағым. Мүмкіндігінше енді айтуға тырысуымыз керек, бірақ мақсат жаңағыдай болу керек. Салауаттағы мақсат Алланы және елшісін жақсы көруге апару керек. Ортадағы бір жаңағыдай, әрине ол ортадағы құралдар ол өзінше шешіле береді. Сен салауат айту арқылы пайғамбарымызды көрейін деген ішкі ниетін айтпасаң да Алла тағала оны көрсетіп береді саған. Жаңағы сіз айтып отқан кезде маған аят есіме түсіп отыр ғой. Қул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиғуни юхбибукум дейді. Егер сендер Аллахты жақсы көрсеңдер, шынайы жақсы көрсеңдер, пайғамбар артынан еріңдер депші. Аят жалғасында егер пайғамбар артынан еретін болсаңдар, онда Алла тағала сендерді жақсы көреді және күнәларың кешіреді дейтін аят бар ғой. Яғни Алла тағаланың махаббатына ие болудың жолы ол пайғамбар артынан еруді. Ал пайғамбар артынан еретін болсаң, Алла тағала жақсы көреді. Алла тағала жақсы көрсе, жаңа сіз айтқан хадис қой, Жибрилге айтады да. Яғни бәр жерде ол адамды қабыл етеді. Бір-бірімен байланысты. Бір-бірімен байланысты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам махаббат, сол кісінің артынан еру деген әрекет осыған апарады. Жаңа подкасттың басында айтып кеттіңіз ғой, сіз осыны Алла сәтін салса, бір жақын күндері кітап шығады деп. Осы жері бұл да енді пайғамбардың махаббатының көрінісі ғой енді. Сол жай айтсаңыз. Осыдан 8-9 ай бұрын, бір жылдай болып қалды шамамен, осыны бір подкастқа шақырған бір бауырымыз. Сол жерде сұрақ қойған болатын. Хадиске байланысты, сосын осы жолда кітап жазып жүрсіз ғой деп хадиске қатысты сұрақтар қойды. Сосын тағы бір сұрақ қойды. Өте бір қызық болды маған. Пайғамбар саллаллаху бір күндігі. Кешін осы жерде маңызды. Подкаст шықты ма? Ол подкаст? Шыққан. Негізі қоя салайықшы, осы подкаст бөліс. Ол Шапағат подкасты ғой деймін. Атырау. Сол жерде сұраған сол сұрақ маған қызық болды. Енді мынау сира бар. Сосын сира енді ауқымды ғой, андай детальный кіре алмайсың да, жалпылама. Шамаил деген уже кіресің. Түрі, түсі уже детальный да, қызық. Ал енді бұдан да тереңірек кіретін бір күндігі деген маған қызық болды да, 24 сағат қалай өткендігі. Сөйтіп енді сол 8-9 айдай уақыт болып қалды. Сол Түркиядан жалпы электронды кітаптар бар, арабша кітаптар бар, түркше кітаптар бар. Осы бағытта жазылған бір еңбектер бар екен, көп емес. Әркім оннан аспайды ау, көп емес екен. Сол кітаптарды жинақтап, аударып, қазақ тіліне енді құрастырып,
дайындап жатырмыз мұхаммед пайғамбарымыздың бір күні деген. Сол жерде енді таңғы уақыттан бастап таң, бесін, асыр, ақшам және құптан деп 5 уақыт намаздың негізінде құралған бір күні. Намаздың негізінде сол араларында не істегендігі, қалай оянғандығы, жаңағындай жұбайларының хал жағдайын сұрағандығы, жамағатпен намаз қалай өтті, намаздан кейін не істеді, біткеннен кейін ол қайда барды, қандай мәселелерді шешті, қандай дұғаларды айтты. Әрине ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 63 жылдық ғұмырының әр күні, барлық күні бірдей болды деп айта алмаймыз ғой. Ол жерде енді бір күнді алдық. Қай күн десеңіз, сол Мәдина қаласындағы бір күнді алдық. Өйткені бәрі тұрақтаған, бәрі орныққан. Сол кезеңді алдық та, сол кезеңдегі бір күн баян етуге тырыстық, жеткізуге. Сол еңбек бұйырса жарық көреді деп отырмыз, бұйырса. Осы жерден шығып баспаханаға барамыз. Алла жеңіс берсін. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні қалай өткен, сонымен танысатын боласыздар. Ана қазіргі кезде де бар ғой, мысалы үшін кейбір әншілердің немесе атақты кісілердің, медиа тұлғалардың үйлеріне барып қайтып дайындалады, бәрін түсіріп жүреді ғой. Бір күндігім, менің бір күндігім. Мен бір күндігім сияқты. Лайфстайл деген сияқты. Дұрыс, сол сияқты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда күнделікті өмірі маңызды ғой негізінде. Бұл көбінесе бұл жерде енді фокус қоятын нәрсе дұғалар ғой, пайғамбар зікірлері, дұғалар, зікірлер, сахабаларымен қарым-қатынасы, мәмілесі, жұбайлармен қарым-қатынасы, пайғамбар түнгі уақыт қалай өтті, түнгі уақытында кейбір бір айтатын бір ерекше нәрселері бар. Одан кейінгі жұбайлармен мәмілесі, ұрысып қалған жағдайлары бар. Сондай моменттерді қалай не істеген. Одан кейін тамақтанған уақыты, қай кез тамақтанды, күндік. 3 мезгіл, 4 мезгіл дейміз ғой. Ол жерде қарайтын болсаңыз, мысалға 2 мезгілдігі айтылады мысалға. Ас болса жейтіндігі, болмаса ораза ұстайтындығы. Сосын кешкі асқа намаз уақыттарына шығуы, одан кейін жаңағындай Мәдина қаласынан тыс басқа жерге кеткен кезде ол жерде кім имамдыққа шықты. Сондай сәттері бар. Түнгі уақытта, демалған уақыттары, қай кезде демалды, қай кезде көбірек күш жұмсады уағыз насихатқа, қай кезде адамдардың хал жағдайына кіріп оларға мүмкіндік берді. Сол сәттері. Түнгі уақытта сол қаланы аралап халықтың не істеп жатқандығы, бақылауы. Керемет кітапшаға тұра бұйырса. Бұйырса өте онда үлкен кітап емес, шағын, 120 беттік. Сол дайындап жатырмыз, Алла бұйырса. Алла разы болсын. Алла сізге берекет берсін. Кімде естіп едім, біз Нұр-Мұратта оқып жүрген кезде, бакалавр кезеңінде, ол кезде бәріміз әлі тыңдаймыз, Ерсін Әміре ұстаздың дәрістерін. Сол кезде есіңізде ме, Харис аль-Мухасин Рисалатул Мусташирин кітабы. Енді біздің уақытта ол кітап теңдесі жоқ кітапты. Ұстаздың дәрісі үшін осылардың Нұр-Мұраттан орталық мешітке тыңдайтын едік. Пайдалы болды дәріс. Сол жерде ол кісі айтады ғой, Харис аль-Мухасин кітап жазу стилі бар ғой, кітап жазу ерекшелігі. Ол кісі шығады екен, алып шығады сыртқа қарай. Мысалы Шыңғысқа айтады, Шыңғыс қандай сұрақтарың бар екен да. Сол сұрақты сұрайды екен да, яғни значит халық көкейде осы мәселе бар, жауабы жоқ, мен сол жауабын іздеймін еткен да. Харис аль-Мухасин кітап жазу несі, методологиясы осындай болған екен да. Сұрайды, сосын барып жауап жазады. Осы күшті нәрсе ғой негізінде, адамдарды сұрақ болады, сосын барып осы нәрсе маңызды екен. Ойланып іздеп жүрмейсің, айтты, ұнады, зерттейсің. Қазір жеңіл ғой ол. Историяға шығасында қандай сұрақтарың бар дейсің, бәрі астына жазып береді. Әдемі. Сізде ше салауатқа қатысты бір өміріңізде қолдануыңыз, сосын салауатқа қатысты бір әсер еткен оқиғаны бөліссеңіз. Енді оны айтатын болсақ өте көп. Жаңағы Сырым ұстазымыз айтқандай, оны постоянно, былайша айтқанда, тоқтатпай, үздіксіз істеп жүруге тырысамыз, бірақ кейде болмай қалады. Себебі ұмыту ол адамшылықтың белгісі дейді ғой. Адам екендігінің белгісі дейді. Сол үшін Құдай тағала өзі бізге жеңілдетіп қойған ба деймін да. 5 уақыт намазға салауат қосып қойған. Салауатты кіргізіп қойған да. Сонда мынау пендем осы ұмытып кетеді ау деген кезде жоқ, ұмытып кетеді. Ұмытады. Солайынан біздің намазымызға кіргізіп қойған сияқты да. Өйткені бәрібір намазды ұмытпайсың ғой. Айтасың. Міндетті түрде айтасың ол нәрсені. Сол сияқты енді намаздан тастамаймыз, бірақ өмірде барынша айтып жүруге тырысамыз. Жаңадан салауатты естіп біліп қалсақ, сол нәрсені жаттап алуға және де оны халыққа көрсетуге. Одан кейін мынау бір оқиғасы бар ғой, Сыддықия деген салауат бар ғой. Мынау бір саудагер өзі Мединаға келген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды түсінде көреді. Содан кейін я Расулалла, қандай салауат жақсы көресіз деп сұрайды ғой.
қандай салауат жақсы көресіз деген кезде осындай Дамаск қаласына баратын болсаң, сол жерде бір ғалым кісі бар, сол кісіден сұра, сол біледі деп айтады. Оған мен қалай айтамын, именно сол жақсы көретін салауат деген кезде, ол әрбір түні сол салауатты 1000 рет айтады деген дейді да. Сонда соны іздеп барады. Бұл оқиғаны жеткізіп отқан адам, сол былайша айтқанда сабақ беріп отырады, сол ғалым. Сол кезде кіріп келіп осы оқиғаны айтып беріп жатыр дейді да. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи түсімде көрдім, сіз біледі екенсіз сол салауатты деп кіріп келеді да. Сонда осы салауатты үйретеді. Бұны менің жанымда жатқан әйелім де білмейді деп айтады ғой. Соны жасырған. Құдай тағала сондай көрсетіп қойыпты дейді да. Бұл салауат сыдықия деген салауат қой деп айтады да. Аллахумма салли аля сейдина Мухаммадин ан-набийл уммил хабибил махбуб ал-алил қадри ал-азимил жахи ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Осы бір салауатты үйретеді. Негізі жалпы бұл салауаттың пайдалары өте көп қой. Бұл жаңағы айтқанымыздай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не дейді? Бұл түс пайғамбарлықтың мұъминнің түсі дейді ғой. Бір риуаятта мұсылманның түсі дейді. Бұл пайғамбарлықтың 46-дан бір бөлігі дейді. Сонда әркімнің түсі ол өз-өзіне дәлел болып кете береді екен да. Егер шайтани түс болмаса, шайтани түстен басқасы, лағу түстен басқасы, бұл өз-өзіне дәлел болады, бір нәрседен сақтандырады, не болмаса бір нәрсеге нұсқайды. Былайша айтқанда өз-өзіне дәлел болады, бірақ басқа біреуге дәлел болмайды да. Мынандай бір оқиға болды, бір айтып жатыр. Енді айтқан дұрыс па, дұрыс емес білмеймін енді. Дұрыс емес болса қит саламыз десеңізші. Шығарамыз. Бір әпкеміз жазып жатыр да. То есть мен танысым арқылы шығып жатыр. Прямойда сөйлестік та. Бір қыз айтып жатыр дейді, мен сізді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қасынан көрдім деп айтып жатыр дейді да. Сізді ғой? Сол әйелді. Әйелді, сізді емес. Мені емес. Мені басқа біреу көрген деп. Енді соны айтып жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сізді етегінің астынан шығарды дейді. Осы адам сенің қарызыңды былайша айтқанда өтеп береді деп сізді көрсетті дейді да. Бірақ мен ана кісінің қарызын естісем, менің ондай шамам жоқ дейді да. Одан кейін қайта жазып жатыр дейді. Осы қанша мәрте жазып тастады дейді. Менің ондай шамам жоқ қой дейді да. Маған төлеу міндет па, мен пайғамбар деп айтылып тұрғаннан кейін қорқып тұрмын дейді да. Мен ойлаймын да, егер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір адамның нұсқаған болса, демек ол адамның да жүрегіне соны өтейтіндей бір нәрсе салып қояды Құдай тағала деп мен солай есептеймін да. Енді осындай қанша оқиғалар бар, қанша адамның қарызы жабылғандығы, бүйтіп қарап тұрсаң оқиғалар бар, бірақ олардың бәрі шамасы жететін адамдар да. Және де олардың да жүрегіне сол нәрсені былайынан кіргізіп қойғанда, соны өтеп беру үшін. Енді кейіннен бір түс көріпті, ол кісінің айтуы бойынша. Сол жерде әлгі сол әйел неге қимылдап өтемей жатыр деп ренішті түрмен қарап жатыр дейді да. Меніңше қалай айтсам болады енді. Енді пайғамбардың аты аталып тұрғаннан кейін бәрібір қорқасың ше бұл нәрседе. Рас па екен, өтірік пе екен деген сияқты. Бірақ енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи енді шамасы жетпейтін адамның түсіне кіріп, былайша айтқанда өтеп бер деп айтпайтын шығар деймін да, менің ойымша да. Бұның бір магазині бар екен. Бірақ онда да қарызға істеп жатқан дүниесі бар да. Қарызға істеп жатыр екен. Өзінің қарыздар жетеді дейді. Былайша айтқанда шамасы жоқ. Қыздар қайырлық медреседе оқиды. Солардың өзінің андай ақшасын зорға төлеп, күн зорға көріп жүрген адам екен да. Бұл мәселені енді нақты білмеймін ше. Сонда осындай жағдайларда болып жатыр да қазір біздің қоғамда. Мен пайғамбарымызды көрдім дейді да. Осындай деген сияқты. Кейін не өзгеріп кетіп жатқан. Енді жаңағы айтқандай, егер бұл салауат, бұл сенің өзіңді, өміріңді өзгерту керек қой. Сені өзгерту керек та. Мысалы сен тек қана тілмен миллиондаған салауат айтып тастаған тек тілмен болып қалмау керек та. Ол сенің өміріңнен де көріну керек. Сен өзің өзгеруің керек, және де сыртқы адамдарға да сол салауат арқылы әсер ете алуың керек та. Жалпы салауаттың пайдасы солай болу керек деп есептеймін да меніңше. Имам Суюти деген мысалы ғалымды білеміз ғой бәріміз. Сол кісі күніне 50 000 салауат айтқан дейді да. Есептеп қарасаң адамның мысалы бір күндік уақыты жетпейді 50 000 салауат айтуға.
ол рухани әлем деген бөлек нәрсе да. Рухани әлем деген басқа нәрсе. Олар шынайы ниет қойған, шынайы істеген. Аллах тағала сол сияқты уақытына да берекет беріп қойған да. Ал енді біз сол нәрсеге жете алмай жүрміз ғой, біздің ойымызбен мүмкін емес та ол. Бірақ Алла қаласа бәрі мүмкін. Әрине. Сырым ұстаз, не сен деп едіңіз? Жаңа есіме түсіп кетті ғой. Адам жаңа салауат, зікірлер неге айтып жүр керек? Өйткені ана үйден шыққанда айтатын бар, кірген кезде айтатын бар ғой. Сол ойладым ғой, сен не үшін бұлай айту керек? Жалпы дұғалар, зікірлер. Мына адам жаңа жерде қабыл болу үшін Құдайдың құзырында, мына жерде. Мына бүкіл Құранда бар ғой, тау, тас, жер, су бәрі зікір етеді екен ғой. Құранда бар. Енді адам зікір етпесе, ана қоршаған ортамен, табиғатпен байланысу қиындайды екен ғой. То есть гармониясыздық жоқ ғой. Мынау сен таңертең үйден шыққан кезде зікіріңді айтып шықпасаң, сенің ісің жүруі өте қиын да, ықтималдылық. 50-ден төмен. Неге? Өйткені сен зікір айтсаң, мына әлеммен, тау-тас табиғатпен, жалпы қоғаммен Алланың жаратылысы бұл барлығы. Сонымен үйлесесің да, сенде уже гармония пайда болады, және істерінің бәрі кете береді, әлем кете береді. Яғни соны, енді бұл бір себеп болмайды, басқа да себептер бар ғой, хикметте, бірақ енді есіме түсіп кетті, сол негізі салауатта бұл да зікір ғой, енді Алла тағала салауат әрдайым айтып жүр керек деген сөз, демек сен әрдайым байланыста боласың. Ажырап кетпейсің. Ажырап кетсең, онда сен Алла сызып берген нәрседен бөлек шығып кеттің, басқа нәрсеге. Ол жерге шығып кетсең, ол жақта шайтан, жын ойнақ алып кетеді. Сондықтан мына әлемнің барлығы зікір етіп жатыр, ал сен зікір етпей қалсаң, темаға кіре алмай қаласың ба ешқан кезде. Бұл айтсақ болады сонда, егер өлі тұрған тау, тас, табиғаттың өзі зікір айтып тұрған болса, кеудеңде жаның ба тірі болған сен зікір айтпайтын болсаң, қиын нәрсе. Осы зікіршілер зікірге байланысты бар ғой, мынандай бір оқиға бар ғой. Оқиғаның сөзін айтамын. Не Шейх Шарауидің тәпсірінде айтады да, сол кісі өзі айтады. Уақаддиму ли анфусикум деген аят бар ғой. Осы аятты түсіндіріп жатып, мына мәселені айтады. Сендер әйелдеріңе жақындар алдында міндетті түрде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи осы бір дұғасын айтыңдар дейді да. Аллахумма жанибни минаш шайтанир раджим деп. Осыны міндетті түрде айтыңдар дейді да. Егер сен осыны айтып барып әйеліңе жақындайтын болсаң, сенің ұрпақтарың, бала-шағаң, жалғасында да бар ғой, менің маған берер ұрпақтарымды да шайтаннан сақтай көр деп келеді ғой. Сонда олардың өзі шайтаннан қорғалып туылады екен да. Ал егер сен оны айтпай жүріп қосылып қоятын болсаң, дұғасыз, былайша айтқанда, ол бала, туылған бала, шайтанның құрбаны болады дейді ғой. Сол үшін бізде көп ескере бермейтін дүние ғой. Ұмытпаңыздар, құрметті көрермендер. Кейде мысалға болады, жолда тұрасың. Жазып қойыр өзі, және өте маңызды айт. Кейде жолда тұрасың, такси ұстап мысалға. Не тоқтамай жатыр деп қиналасың ғой, жарты сағат тұрасың, жолда сөйтіп тұр. Біреу соны біреу тоқтайды. Бірақ тоқтамай кеткен нәрсе не? Мінбей кеткен, неғымай кеткен мысалға. Соғып жатады, или бұзылып тұрады мысалға. Сен алыс көре алмайсың ғой, Алла көріп тұр да, бірақ ше. Сондай бір моменттер болады, ол біз үшін үлкен қарапайым көрінуі мүмкін, байқамай қалсақ. Негізі үлкен нәрсе ол, мысалы бір жерге соғып кету, неғып кету, Алла тағала сондай бір құрғақ қояды да, былай қорғанның ішінде жүресің, егер нелер болса сондай зікірлерді айтып жүрсе. Ол енді тек дүниелік мақсат қана болмау керек, оны ескеру керек. Мысалы сен айтып жүріп бермеуі де мүмкін Алла тағала, мысалға. Ренжімей-ақ қой дейсің. Ренжімей-ақ қой, сен кім үшін істеп жатсың? Егер сен бермеген үшін ренжіп қалсаң, онда сен ниетің анықталады да, сен онда Құдай үшін бе, сен онда дүние үшін, басқа үшін істеп жатсың деген әңгіме пайда болады. Салауат дүние үшін айтылмайды ғой жалпы. Ол Аллах тағала ол беруге міндетті де емес та. Міндетті емес, соны ескеру керек та. Одан кейін мынау кеше Ерсін ұстаздың сабағында айтады ғой, иннамал аъмалу бинният деп келеді ғой, хадис. Енді осы хадис бұл құлшылық турасынан ғана екен да. Қазіргі көптеген андай былайша айтқанда тренинг өткізетіндер иннамал аъмалу бинният. Сен амалдар ниетке байланысты деген хадис бар. Сен ниет ет та істей бер. Құдай тағала саған береді, міндетті беруге деген сияқты нәрселерді айтады ғой. Енді бүйтіп қарап тұрсаң, Құдай тағала міндетті емес дейді да. Ұстаз айтып жатыр, ол асыл ақысы міндетті емес, Аллах тағала міндетті емес дейді. Себебі мысалы қарайтын болсаң,
құдайды міндет деп айта алмайсың. Иә. Мысалы бір кәсіп істедің, ол жүріп кету міндет емес. Иә. Одан кейінгісі мысалы ерлі-зайыптылар үйленеді. Енді Құран кәрімде айтады, қаласам ұл беремін, қаласам қыз беремін, қаласам бермеймін деп айтады. Қаласа екеуін де беремін. Иә, қаласам екеуін де беремін дейді. Енді одан кейінгісі олар да құр жүрген жоқ қой дейді. Иә. Олар да әрекет жасап жатыр ғой, бірақ бермей жатыр дейді да кейбіреуіне. Біреу мысалы ерлі-зайыптыларда мысалы бала сүйе алмай жатқандар бар. Аллах тағала оларға сондай ұрпақтар нәсіп етсін. Дұғадамыз олар үшін де. Бірақ біреулерге сондай болмай жатыр ғой. Бірақ олар да құр қарап жатқан жоқ қой дейді да. Олар да әрекетін жасап жатыр. Бірақ Құдай тағаланың қалағаны болады да. Кез келген жерде Алланың қалағаны болады. Құдай тағала берем деді ме, береді. Бермеймін деді ме, бермейді. Бірақ осы дұғаның да осы үш несі бар ғой. Бір дұға бар, ол сол моментте қабыл болады. Бір дұға бар, кеш қабыл болады. Бір дұға бар, қияметте шығатын. Ол құл айтады дейді ғой. Я Аллах тағала менің барлық дұғам осы жақта шыққанда еді деп кәдімгідей тілейді екен ғой. Бұл дүние үшін деген қатерлік айта кетейін. Ол енді кейін діннен алыстап кетеді да бір жаман жер. Ол мысалға дүние келу үшін, қарызынан құтылу үшін деп салауат айтады. Мен автобусқа мінеміз, қараймыз да. Енді сырттан қарап былай айыптаған емес. Мысалы кейбір кісілер орамалда жоқ. Былай түріне қарап намаз оқитын кісіге ұқсамайды. Сыртқы несін діни практика емес сияқты, бірақ қолын салауат бар. Басып отырады. Яғни ол енді әркім ниеті өзіне ғой, бірақ ниеті жаңағыдай дүниелік не үшін болса, бірақ орындалмай қалып жатса, ол адам дінге жақындау емес, керісінше діннен алыстап кетуі мүмкін. Мынан пайдасы жоқ екен ғой, болды, не үшін айтып жүрмін деуі мүмкін да. Ал біз сол үшін оны салауат айтуға шақырған кезде дүниелік үшін емес, дін үшін, Алла үшін шақырсақ, ол пайдасы бермесе де дінде қалады да. То есть біз қызықтырып шақыра беруіміз мүмкін. Марафон өткізіп, ойбай келіңдер, пәленше қылымда шақырайық, давай жаңағыдай қарызынан құтыласың жаңағыдай деген Уақиға сүресін оқуға не қыл деген. Бірақ ол болмай қалса ше? Болмай қалса. Кім жауап береді ол кезде? Оның сезіміне, ішкі ниетіне деген мәселе ғой. Соны енді алыс ойлайтын болсақ, терең сол Алла үшін деп істеу керек деген. Солай шақыруымыз керек деп ойлаймын енді. Жақсы ғой. Осы нәрсе өте маңызды. Шынымен бір істеу барысында ниеттің дұрыс болуы. Шынымен де өмірде көп кездесеміз. Адамдар бір мақсатқа жету үшін намаз оқуы мүмкін. Егер жетпей жатқан болса, ей қой болды. Далбаса екен ғой, пайдасы жоқ қой деген сияқты айтады. Оны көп кездеседі шынымен де. Адамдар бір проблема шешу керек. Ол проблема шешілмейді. Сосын тұрады да қой деп тастай салады. Ол пайғамбарымыз заманында орын алған ғой. Бір кісі келеді, Араби келеді, ислам қабылдайды. Ислам қабылдайды. Сосын тұрады да ол лихорадтан ауырып қалады. Денесі қызып қатты ауырады. Ол тұстық қалай болған? Мен исламға кіретін болсам, болды, мен ауырмаймын. Мен өмірім бау болады дейді ғой. Бізде көп адам сөйтіп ойлайды негізінде. Солай бір ауырып қалады, сосын айтады да, Аллахтың елшісі, мен дін исламнан шығамын дейді да. Өйткені оның ожиданиясымен ондай болмай қалды да. Өйткені реальность болмай қалды. Өйткені қайтадан қиналып жатыр. Соны тұрады да, пайғамбар жоқ, шықпайсың, қаласа деді да. Ана кісі тұрады, шығып кетеді. Сосын пайғамбар айтқан ата хадис бар ғой, Мәдина кәл-кир дегенші. Мәдина көріксе ана не бар ғой, ұсталар жұмыс істеген кезде тот басып қалған темірлі кетіп жүрсе ана отпен басып қалған кезде қызады да, тотын кетіреді ғой. Мәдина сол сияқты дейді да. Лайық емес адамды шығарып тастайды депші. Құранда айтып бар сондай, «Уаминан нас ман яғбуду аля харфин». Тек қана өз пайдасы үшін. Тек қана пайдасы үшін. Яғни мысалы үшін мен айтамын, қазір ер адамдарға діннің тек қана 4 әйел рұқсат деген жер қызықтырады. Қыз балаларға махр береді деген жер ұнайды да. Ал уже талап болатын болса, күйеуіңе Аллахтан өзге басқа біреуге табыну керек болса, күйеуге табыну керек деп айтқан дейтін болсаң, ауыр, нәпсіге ауыр деп. Еркек адам мынандай нәрсе міндет дейтін болсаң, ауыр да. Ұнайтын жерлерін алады да. Яһудилер сияқты. Яһудилер сияқты болу керек. Сол сияқты салауатты деген нәрсе, құрметті бауырлар, біз шақырамыз, насихаттаймыз. Бірақ салауат белгілі бір тек материалдық проблеманы шешу үшін емес, пайғамбар шынайы ықыласпен болу керек та. Сол кезде екеуі бірге болады деп ойлаймын. Андай нәрсе бар ғой, бізде имам Ғазалидің Бидаят хидаяда айтады ғой, ілім алады кезде ниеттерді ше. 3 түрлі ниет болады дейді ілім алуда. Ең жаманы, егер сен дүниеге қол жеткізу болатын болса, жаман деп. Екінші, дүниеге қол жеткізу қатар не халыққа пайда беремін дейтін болса, нормально, бірақ ол зиян дейді. Бірақ тек қана не пайда беремін алатын болсаң, сол өсесің дейді. Ойлаймын, сол тура сол сияқты үлкен ғалымдар болсын, қазір ұстаздар болсын, ниет дұрыстап тек қана Алла үшін алғандар ілімде алады және дүниеде келеді. Тура сол сияқты ықыласты да пайғамбар болатын болса, сіз пайғамбардың махаббатын ие боласыз, иншалла. Сонымен қатар дүниенің дүниелік мақсаттарын орындайсыз.
Ондай мақсаттарға сізге көмектесетін сөзсіз имам Жазир рахималлаху тағаланың сырға толы салауат ата кітабы. Бұл кітапты біз енді алла сәтін салса шығарамыз. Шықты алла сәтін, ол подкаст шыққанша бұл кітап таралады деп ойдамыз. Бұл кітапты мақсат андай болған ғой, имам Жазири осы тура біз сияқты салауаттың қадір қасиетін білгеннен кейін өмірді түсінген, андай іс жүзін түсінеді өзінше. Сосын барып ол кітап жазуға кіріседі. Сіз айтқан салауаттың түрлері бар. Өткен Сыдиқин айттыңыз ғой, өте Асқар ұстаз салауат нәриен айтқан болатын, тафжирия деген әртүрлі түрлері бар ғой. Солардың бәрін ол кісі кітап жинақтаған осы жерге. Және біз қазақ халқының ыңғайлы болу мақсатында бұл кітапты 21 күнге бөліп қойғанбыз. Әрбір күнде бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салауат айту болсын деп. Және сіздің кітабыңызда да оқыдық қой, 21 күні нені әдет қалыптастыруға жәрдем береді деп. Тура сол сияқты бізде 21 күнге бөлу мақсатымыз жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға салауат айтуды бір адамдар бір ізлікке әдетке енгізіп алсын, жүйелі түрде, дисциплинада бізде жүйелік кіретін болса. Және бізде сіз сияқты кітап мұхаббада сыр болу керек дедіңіз ғой. Бізде мұхаббаның сыртынан істейміз, шексіздік бар ғой. Соның несі кіруге тырысқанымыз бергісінші. Мақсат андай болатын да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам салауат айтуды Алла тағала шексіз айтып тұр, инналлаха депші. Шексіз айтып тұр, тура сол сияқты қазақ қоғамында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шексіз салауат айтса деп. Және салауат айту арқылы әрқайсымыздың ішімізге пайғамбар қонады деп ойлаймын да. Аят бар ғой, ома кан аллаху муазибухум ва анта фихим деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи біздің әрқайсымыз ішімізде болатын болса, Алла тағала ол жерге азап жібермейді деген. Сол себепті иншалла халқымыз пайғамбардың қадір қасиетін біліп, ғылыммен, іліммен шұғылданып, әрқашанда осы біздің діни көшбасшы, діни тұлға ретінде ең бірінші кезекте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды назарға алатын болса тамашалайды деп айтамыз. Енді сәкен асығып отқан себепті аяқтап мәжбүрміз. Біз қиымыз келіп отқан жоқ негізі. Керемет подкаст болып отыр, пайдалы көп алып отырмыз. Біраз сұрақтар сызып тастадық, негізі қалып қалды, айтылмай. Алла сәтін салса кезекті тағы түсіреміз деп ойдамыз. Әрине, біз Шәке келіп жатсаңыз, демалысқа хабарлассаңыз тағы түсірейік те. Айтылмаған дүние өте көп болып қалды негізі. Уақыт аз болып қалды. Алла разы болсын. Әдетте біз қонақтарды бата сұраймыз. Енді сіз ұстазсыз ғой, енді бата берсеңіз. Амин. Алхамдулиллахи раббил алемин, вассалату вассаламу аля расулина саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Уа Раббым, Алла тағалам өзінің сүйікті құлдарының қатарынан, пайғамбар саллаллаху шынайы ықыласты үмбетінің қатарынан болуымызды Алла тағалам өзінің нәсіп еткесін. Саллаллаху тағала аля хайру Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Енді жаңа көрсетіп кетті қойдым, көрсетсе рұқсат болса. Біздің шығарған Шамаил Мұхаммед кітабымыз тұр осында, сіздің көрсетсеңіз, халыққа. Үшеуінің өз ерекшелігі бар. Ана сіздікі анау, менікі мынау, осы кітаптар басылып шыққан, біздікі аз ғана қалды, қайтадан басылуымыз керек, Алла сәтін салса. Осы кітаптармен танысып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ерекшеліктерін білсеңіздер ойдамыз. Әр кітаптың өз ерекшелігі бар. Сырым ұстаздікі мүлдем ерекше, кімдікі Шыңғыс ұстаздікі суреттермен, сонымен тағы бір маңызды жер Шыңғыс ұстаздың кітабының соңғы жағында салауатты қай кезде айту керек соны жазып кеткен, айтпадық қой негізі. 20 жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осындай салауат айту сүннет деген жерлер айтып кеткен. Яғни тек қана білмейміз ғой біз қай кезде айтуымыз керек. Азаннан кейінгі жағдай бар, умра қажылықтарындағы сапарда айтатын дұғалар бар, соның салауат бар. Жинақталған табастар иншалла, сосын біздің кітабымыз өз ерекшелігі бар. Сырым ұстаздық бар. Алыңыздар, пайғамбарымыз саллаллаху терең таныңыздар. Алла тағала баршамызға пайғамбарға деген махаббатты бас қосуды нәсіп етсін. Көрермендерге тілегіңізді айтып жіберсеңіз. Енді көрермендерге ме, сіздің нелеріңізге ме? Екеуі бірге. Жалпы баршаңызға Алла разы болсын. Мынау ұйымдастырып жатқан ұстазымызға, келіп отқан қонақ ұстазымызға, сырым ұстазымызға. Енді баршаларыңызға Алла разы болсын. Мынау көріп отқан көрермендер де көптеген пайдалы ақпараттар алды деп ойлаймын. Енді баршаңыз енді шынайы түрде Алланың сүйген құлы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам шынайы үмметі болыңыздар. Енді әрдайым айтылатын өзі дұға бар ғой. Я Аллахым, мені өзіңе лайықты құл, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға лайықты үммет ет деген сияқты. Енді баршаңызға сол дұға тілекті тілеймін, иншалла. Аллах тағала разы болсын. Амин. Анау Ибн Қайимның сөзі бар ғой. Құдай разылығы үшін шықпаған қан мен тер қияметте азап болып шығады дегенше. Сол сияқты анау біздің әрбір істеген ісімізде бағанағы басында айтқан денсаулығымызға қарауымыздың өзі Құдай разылығы үшін болу керек те. Айтқан салауатымызда барлық нәрсе. Егер Құдай үшін болмаған болса, ол бәрі азапқа алып келеді екен де негізі ше.
жаңағы дүние үшін болып қалмау керек дегеннен шығып жатыр ғой. Салауат айтуымыздың өзі дүние үшін болмау керек, ол Құдай разылығы үшін болу керек. Немесе азап болуы мүмкін да оның өзі. Алла разы болсын.